Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен. Есенсіздер ме еңселі қазақ елім. Бүгін 4 қыркүйек күн жұма. Жарылқа айтқан жаңа күнін сіздермен бірге бастағалы отырған әріптесім Ақберген Жұмабаев және Гүлназ Жоланова. Гүлназ, сен білесің бе? Қазақстанда жасанды жолмен дүниеге келген сәбилердің саны 10 мыңнан асыпты. Иә, осыдан 20 жыл бұрын қазақстандық репродуктолог мамандар отандық медицинада тыңнан түрен салған еді. Бала сүюге зар болған ерлі зайыптыларға зор үміт сыйлап, экстракорпоралды ұрықтандыруды бастады. Жасанды ұрықтандыру жолымен өмірге келген балалардың алғашқысының жасы 19-да. Ал осы 20 жылдық еңбектерін репродуктолог мамандар бір фильм мен бір кітапқа сыйғызыпты. Жарты сағатқа созылатын деректі фильмді ақ халаттылар өз күштерімен түсіріпті. Сәбилерінің тағдырын экраннан көрген аналар көздеріне жас алды. Бұл қуаныштың көз жасы. Жүзіңізді жадырататын қуанышты сәттер көп болсын деген тілекпен бағдарламамызды жалықтырмайтын жаңалықтар айдары жалғастырады. Индира Расылханның әнін кім ұрлап алды? Астана футбол клубы жеңістен кейін Қазақстан УЕФА рейтингінің топ 30 тізіміне кірді. Индира Расылханның қоштасу атты әніне байланысты үлкен дау туды. Индираның аталмыш әнін жас әнші Жанар Даукеева рұқсатсыз ұрлап алып, өзінің әні ретінде халыққа таныстырған. Осы орайда Индира Расылхан Жанарға ашулы әрі өкпелі. Менің осы әнімді рұқсатымсыз айтып жүргенін бүгін естіп, өзім таң қалдым. Сонда бізде әншінің қадірі қайда қалды деген ой қатты мазалап отыр. Айтылып қойған әннің арқасында танымал болғысы келіп жүрген ол Жанар Даукеева. Арғы жағын өздеріңіз саралаңыздар деп әнші ренішін білдірді. Бұл мәселеге байланысты Ақбота Керімбекова да өз пікірін білдіре отырып, Жанарға әнді өз орындаушысына қайтаруы керек екенін айтты. Алда енді не болары белгісіз, бәрі тек уақыттың еншісінде. Астана клубы Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңі аясында Кипрлік АПЛ командасын жеңіп, Қазақстанды УЕФА рейтингінің үздік 30 командасының тізіміне кіргізді. Естеріңізде болса, Астанада қос клуб арасында өткен алғашқы ойында астаналықтар 1-0 есебімен жеңген болатын. Ал одан кейінгі матчта жерлестеріміз қарсыластар алаңында 1-1 есебімен тең ойнап, қос ойынның қорытындысымен Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне жолдама алған. Осы ойыннан кейін Қазақстан 12,875 ұпаймен Словакияны басып озып 30-шы орынға жайғасты. Біздің алдымызда 27, 28 және 29-шы орындарда 13,125 ұпаймен Сербия, Болгария және Словения клубтары тұр. Сонымен Астана командасы соңғы матчтан кейін 44-ші орынға жоғарылап 178-ші орынға жайғасты. Сонымен бірге 13 миллион еуроны қанжығасына байлап астаналық клуб Қазақстанға оралды. Футболшыларды қала әкімі Әділбек Жақсыбеков күтіп алып, Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне өтуіне орай естелік кубок сыйлады. Құттықтаймыз. Бақтесполова, арнайы жаңа күн үшін. Кәсіби астрофотосуретші Горан Сренд күннің үстінен кәдімгі Эйфель мұнарасын байқаған. Сөйтіп оны суретке түсіруге де тырысыпты. Иә, Ақберген, ол таяуда астроном ауласында құрылып тұрған телескопқа барып, әдетінше күнді қарамақ болады. Сол сәтте ол күннің дискісінен жоғарылап тұрған бейтаныс пішінді байқаған екен. Фотограф оның Париждегі Эйфель мұнарасын бірден еске түсіргенін айтады. Ғылым тілімен айтқанда бұл магниттелген плазма құрылысы екен. Ол күн хромосферасынан тұрақты түрде атқылап, аз уақыт одан алшақтап тұрады. Плазма Цельсий бағанасы бойынша плюс миллион градусқа дейін қызады. Бұл сәтті бейнелеп алуға асыққан Горан Сренд бірнеше мыңдаған суретті түсіріп, оның арасынан тек 300-ін іріктеп алыпты. Ақберген, шынында да қарап тұрсаң, мұнараға ұқсайды екен. Иә, Гүлназ. Біз күннің бетіндегі әртүрлі құбылыстарды түсірмесек те, бүгінгі күннің ауа райын біліп алайық. Жарайды.
Қайырлы күн, жаңа күн бағдарламасының көрермендері. Бүгін мен сіздерге қарапайым кеудешені қалай сәндеу керек екенін көрсетемін. Оған қажетті құралдар: пленка, жұқа мата, киімге арналған арнайы бояу, қайшы, ине жіп, бисердің инесі, желім, жандырғыш, өздеріңізге керекті бисерлердің түрлері. Бізде пленка не үшін керек? Бояудың астында біздің екінші бетіне өтіп кетпес үшін пленканы жайып саламыз. Кеудешенің үстіне гүлдер жасаймыз. Сондықтан оның сабын жасау үшін өздеріңіздің фантазияларыңызға қарап сурет салуларыңызға болады. Біз кеудешеге қалаған суретімізді салдық. Енді бұл суретті толықтыру үшін біз жұқа матадан гүлдер жасаймыз. Бірден бірнеше дана гүл жасау үшін матаны осылай қабаттаймыз. Гүлдің суреттерін салып аламыз матаға. Дәл осылай ақ матаға да сурет салып аламыз. Енді осы салған суреттерімізді кесіп аламыз. Осылай гүлдердің бәрін кесіп болғаннан кейін, ақты астына, үстіне күлгін түсті үстіне қоямыз. Сөйтіп, үлкен болып қалса, сәл кішкене бір-бірінің үстіне жинап, объем, көлемін беріп тіксе де болады. Оған біз үстіне толықтырып бисер тігеміз. Гүлді тігіп болғаннан кейін міндетті түрде астынан қатырып байлап аламыз. Дәл осылай келесі гүлдерді де тігіп аламыз. Гүлдеріміз дайын. Енді дайын гүлдерімізді кеудешенің үстіне қойып, бекітіп тігіп шығамыз. Гүлдерімізді бекітіп тігіп болғаннан кейін салған суретімізді міндетті түрде бір күнге кептіріп қоюымыз керек. Кеудешеміз дайын. Өздеріңіз байқағандай еш қиындығы жоқ. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Назар аударғандарыңызға рахмет. Гүлназ, білесің бе, ежелде Римде қол алысып амандасу амандық саулықтың белгісі емес, қауіпсіздік шарасы болып саналған. Иә, дұрыс айтасың, Ақберген. Адамдар бір-бірімен жолыға қалса ең алдымен алақандарын көрсеткен. Бұл менде қару жоқ деген ишара болған. Алайда уақыт өте алақандарын жайып көрсету аздық еткен. Өйткені кей римдіктер қаруды жеңіне тығып қойған. Сол себепті римдіктер бір-бірімен амандасқан кезде қол беріп жеңдерін тексеретін болған. Кейін Европада бір-бірімен келісім шарт жасасқан адамдар қол алысып жеңінен ұстайтын болған. Дегенмен, бүгінде жеңінен ұстау емес, тек қол алысу күнделікті дәстүрге айналды. Гүлназ, ендеше қызықты әңгімемізді сіз білесіз бе айдары жалғастырсын. Бұл күнде көлік қажеттілікке айналды. Темір тұлпардың түр-түрі бар. Алайда сіз білесіз бе, жер бетінде көлемімен жасалу жағынан елді елең еткізер көліктер де бар екен. Джип нағыз ер адамдарға арналған темір тұлпар. Оның көлемі қаншалықты үлкен болса, гүлді басқарып отырған адам өзін соншалықты сенімді һәм байсалды сезінеді. Әлемде салмағы 4,4 тонна тартатын көлік бар. Оның иесі Біріккен Араб Әмірліктерінің шейхі Хамад бин Хамдан Аль-Нахян. Айтпақшы, алып көлік ескерткіш немесе әлде бір экспонат емес. Сіз білесіз бе, әлемде көзге көрінбейтін көлікте бар. Nissan маркалы мөлдір көлік әлемді таң қалдырған. Көлік құрылымына қызығатын адам дәл осы темір тұлпарға қарап, оның қозғалтқышы мен өзге де механизмдері қалай жұмыс істейтінін көре алады.
Ұйқының денсаулыққа пайдасы зор болғанымен қатері де қауіпті. Ал мен ойын баласы кезінде ұйқыны өте жақсы көрушем. Ал қазір қалай? Ұйқыны ұнатпайсың ба? Оны кім жек көрсін? Бірақ ғалымдардың зерттеуі бойынша бір оянып 5 минуттан соң қайта ұйықтап, қайта оянған адам денсаулығына дерт жамалып алатын көрінеді. Көпшілігіміз таңғы ұйқының тәтті шырынын бұзғымыз келмейді. Тағы 5 минут, тағы 10 минут деп соза беретініміз рас. Ақыры мең-зең болып бәрібір ұйқымыз қанбай, ұйқысып, күні бойы маужырап жүреміз. Таңертең ерте оянудың сырын айтайын ба? Сенің жеке тәжірибең бе? Жоқ, ақш ғалымдары осы ұйқыдан қатты қиналған болар. Бірнеше жыл бұрын зерттеп шешімін тауыпты. Олар не дейді? Бірінші жатар алдында шырақтың бәрін өшіріп жату керек. Электр қуаты пайда болғалы табиғи биоырғақ адамды басқара алмайтын жағдайға жетті ғой. Ағзаның тәуліктік ырғағын және ұйқыны реттеп отыратын мелатонин гормонының дұрыс жұмыс жасауымен байланысты екен. Есте сақтайтын кеңес екен. Ақбергенді қазір кезек күтіп тұрған бейне сюжетке назар аударайық. Егер сіз сұлу болам десеңіздер, егер сіздің денсаулығыңыз сау болсын деп ойласаңыздар, таңды бізбен бірге қарсы алыңыздар. Сіздермен мен Гүлмира Макамбаева, қайырлы таң. Біздің таңғы жаттығуды бастайық. Бірінші жаттығуымыз қыздыруға арналған. Олай болса кірісейік. 1, 2. Осы жаттығу 10 реттен 2 рет қайталаңыздар. Келесі жаттығу белімізге арналған. Олай болса кірісейік. Қолдарымызды жаямыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осы жаттығу 20 реттен әр жаққа 2 рет жасаңыздар. Соңғы жаттығуымыз аяғымызға арналған. Олай болса бастайық. 1, 2, 3, 4. Алысырақ баруға тырысыңыздар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығу 20 реттен 2 рет қайталаңыздар. Егер сіздің көйлегіңіз өзіңізге тар болып бара жатса, таңды бізбен бірге қарсы алыңыздар. Сіздермен болған мен Гүлмира Макамбаева. Сау болыңыздар. Қырғызстанда салмағы 7 келілік нәресте дүниеге келді. Бұл туралы Жалалабад облыстық клиникалық ауруханасы стационарының меңгерушісі Маржан Султанова хабарлаған. 30 жастағы Айсалқын Пазылбаева таңғы 7-де кесар тілігі жолымен салмағы 7 келі ер баланы дүниеге әкелген. Естеріңізге сала кетсек, 2014 жылы Испанияда салмағы 6,2 келі тартатын бала дүниеге келіп, рекорд жаңартқан еді. Бірақ енді бұл рекордты көрсеткіш болмай қалды. Мария Лорена Марин есімді нәрестені 40 жастағы анасы табиғи жолымен босанған болатын. Сол кезде қыз баланың осыншама ірі салмақпен дүниеге келуіне ата-анасы мен дәрігерлер аң-таң болған еді. Сәбидің анасы Максим Мариннің бұған дейінгі туған 3 баласы 4,5 келі тартқан екен. Ақберген, енді батыр аналарымыз аман болсын деген тілекпен балапандарға кезек берейік. Алда мультфильм көріп, алда ойдаған, арай мен, ұппан мен. Атам бар о жақта, апам бар, әлі көкем бар. Ауылың қай жақта? Ана, Сарбаста о жақта. Ауылда 3 күн қалдық та, сосын бір машина, бір әкем достармен кетіп қалдық. Сол. Көптің деген ақым жылады ғой. Апамды сағындым деп. Жаңа өскен пәтен қасқызам. Зомбидам. Зомби қаяқта жүреді? Ана
Болмандан. Әлемде алғаш рет модульді смарт сағат пайда болды. Android Wear жүйесі арқылы жұмыс жасайтын гаджет түрлі мүмкіндіктерге ие. Берген. Арнайы металдан жасалған бұл білезік арқылы ақпаратпен бөлісуге де болады. Мамандардың айтуы бойынша аталмыш құрал қарапайым компьютер сияқты екен. Қолданушы кез келген жағдайда смарттың керек жабдықтарын алып, ауыстырып отыра алады екен. Сондай-ақ жылдамдығын күшейтемін десеңіз, қосымша ақшаға керек заттарды сатып алып, қалауыңызға қол жеткізуге болады. Ал қосымша модульде GPS, термометр, камера, сим-карта сияқты тағы да басқа заттар бар. Керемет. Гүлназ, енді IT әлеміндегі соңғы жаңалықтарға құлақ түрейік. Келістік. Корей халқының мамандары жаңа жетістікке қол жеткізді. Бұлтың жобаның негізгі идеясы электр тоқты көлікті сымсыз орнынан қозғалту. Үздіксіз еңбектің нәтижесінде мамандар ортақ шешімге келе отырып магнитті жүйені ойлап тапты. Сонымен электр тоқты көлік жүру үшін алдымен энергетикалық сызықтары бар тас жол салыну қажет. Осы арқылы көлік сымды қажет етпестен энергия күшін энергетикалық сызықтардан алып отырады. Бұл тиімді шешім, өйткені қуаттану үшін артық уақыт керек емес. Арнайы құрылғы көліктің төменгі бөлігінде орналасқан. Ол электрокөзді жинай отырып қозғағышты немесе қуаттағышты күштеу үшін жұмсалады. Осы уақытқа дейін мамандардың әр оғлан 3D принтерді жарық шығарғанына көз жеткізген болатынбыз. Бірақ бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынатын бұл 3D принтер тіпті өзгеше. Қаламсаптың пішініне ұқсас бұл принтермен көлемді суреттерді салуға мүмкіндік бар. Әрине, компьютердің көмегімен жұмыс жасайтын аталмыш құрал қалыпты 3 мм пластикалық шыбыртқыны керек етеді. Қаламсаптың салмағы 200 граммды құрайды, ал бағасы бар болғаны $75. Бұл 3D принтер дизайнерлер мен суретшілерге таптырмайтын құрал болмақ, өйткені кез келген қиялдағы затты шынайы өмірмен ұштастыра аласыз. Эфирде жаңа күн таңғы ақпараттық танымдық бағдарламасы. Студиямыздың қонағы Хабар агенттігі Алматы филиалы бағдарламалар дирекциясының бас редакторы Рыскүл Шораханқызы. Рыскүл Шораханқызы Хабар агенттігінде 18 жылдан астам уақыт бойы қажырлы еңбек етіп келеді. Бүгінде Хабар агенттігі Алматы филиалы бағдарламалар дирекциясының бас редакторы. Рыскүл Шораханқызы, студиямызға қош келдіңіз, қайырлы таң. Саламатсыздар. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Жалпы шығармашылық адамның осы журналистер қауымының таңды қалай қарсы алатынын білгіміз келеді. Сіз әр таңды қалай бастайсыз? Енді телевидение саласында жұмыс істегеннен кейін таңымыз сол тетікті басудан басталады. Үйде отырып, таңертең көзді аша сала тетікті басып, біздің арнаның эфир қалай жүріп жатыр екен, сол бірінші біздің бақылайтынымыз. Онан кейін барып отандық арналарды аралап шығамыз, салыстыру үшін, көру үшін, қандай өзгешеліктер болып жатқанын білу үшін. Онан кейін сәл-пал жаңағы өзімнің жасыма ыңғайлы жаттығуларымды жасап, бір кесе суымды ішіп, жұмысқа шығам. Бәрекелді. Біздің білуімізше Хабар арнасына биыл 20 жыл. Алла қаласа осы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз сізді. Ең бастысы. Айтыңызшы, енді Хабар осы мерекені қалай атап өтеді? Енді Хабар ол көрермендерін әдеттегідей қуантып, жаңа шығармалар көрсетіп, еңбекпен қарсы алады. Еңбек мерекесі болады. Әдетте қыркүйек айы телеарналарда жаңа маусымның бастауы. Осы жолы көрермендерді қандай жаңа жобалармен қуантасыз? Енді жаңа жобалар әр уақытта да, әр арнада осы жаңа маусым басталғанда жаңа жобалар көрермендерге жол тартады. Олардың барлығының атын атап түсінтістемей қояйын, өйткені қазіргі сайт бар, біздің күнделікті беріп атқан анонстарымыз бар. Сондықтан осы жалпы көрермендерге ток-шоулар бар жақсы,
үлкен спорттық бағдарламалар бар. Біздің тікелей трансляциядан берілетін, өздеріңіз көріп отқан жаңағы Бала Түрк Вижн, мерейлі отбасы, осындай үлкен жақсы көрсетілімдер болады. Оның барлығын көрермендер өзінің уақытында көреді деп ойлаймын. Бәрекелді. Қызықтыратын дүние көп дейсіз ғой. Рысқұл Шораханқызы, жалпы хабарға 20 жыл деп отырмыз. Өз аузыңыздан жаңа ғана естідік, сіздің бұл жерде жұмыс жасап жатқаныңызға 18 жыл екен. Жалпы сол кездегі арна мен қазіргі хабардың айырмасы қандай? Енді мен арнаға 97 жылы келгенде, қыркүйек айында, тап осы қыркүйек айында 18 жыл болып отыр. Жалпы телевизия саласында жұмыс істегеніме 25 жыл болыпты. Біз барлығымыз сол қазақ теле арнасынан шықтық қой, қазақ телевизиясынан шықтық. Мен енді хабарға келген кезде ол жаңа бағыттағы, жаңа форматтағы, жаңа бір қарқынды жоспарланып жатқан үлкен ұйым болатын. Бұл жерге телевизия мамандарының ішіндегі ең бір іріктелген майталмандар жиналып жатқан, барлығының ойында осы көрермендерге қандай жаңалық берсек екен деген бір сондай құлшыныс үстінде болатын. Ең жақсы осы Қазақстанның ең маңдайалды режиссерлары келіп жұмыс істей бастады. Ал қазіргі арна бұл өте техникалық жағынан жарықтап дамыған, жаңа заманауи жабдықталған, көз қарасы да осы заманға қарай өзгерген жаңашыл бағдарлама. Сонау 1995 жылдан бастап қаншама сапалы телеөнім ұсындыңыз. Соның ішінде өзіңізге ең ұнайтын, ең жарқын жоба деп қай жобаны санайсыз? Енді ол кезде, мысалы, әлі күнге дейін көрермендердің есінде, мысалы, хабар арнасы десе, 77 күн деген бағдарлама болыппыз. Немесе ұят болмасын деген қойылым, ол деген үлкен қойылым болатын. Отбасыға арналған, тәрбиелік мәні зор үлкен қойылым болатын. Немесе біздің көшенің тұрғындары. Биыл біздің ассамблеяның құрылғанына 20 жыл, біз сол уақыттан бастап сол Қазақстан халқы достығын осы алғаш эфирге шығарып солардың көрермендерге паш еткен біздің арна болатын. Қазір енді осы күнге дейін сол бағдарламалар көрерменнің есіне түседі хабар арнасы десе. Немесе көшбасшы бағдарламасы әлі эфирден түскен жоқ. Мысалы, ол көшбасшы бағдарламасының үздіктері болашақ бағдарламасының гранттарына басым көпшілігі ие. Одан кейін олар болашақ бағдарламасын бітіріп келгеннен кейін қазіргі кезде осы біздің еліміздің өркендеуіне үлкен үлес қосып келе жатқан көп жастардың денін құрайды солар. Рысқұл Шораханқызы, енді әдемі әңгімемізді біздің тілшілер дайындаған бейне сюжеттен кейін жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сүйікті ісім айдарында соңғы кездері дүние жүзін бірегей сиқырларымен таңғалдырып жүрген Динамо жайында айтамыз. Динамоның азан шақырып қойылған есімі Стивен Фрейн, ал Динамо иллюзиядағы лақап аты. Англияның Брэдфорд қаласында 1982 жылы 17 желтоқсан айында дүниеге келген. Балалық шағында жоғары сыныптың оқушыларынан жиі таяқ жеген, алайда 11 жасында атасының көрсеткен қарапайым сиқырларынан кейін өмірі күрт өзгеріп, тылсым күштердің қыр-сырын ұға бастайды. Ептілігінің арқасында сиқырдың бірнеше түрін жылдам меңгеріп, өзіне қарсы шыққан достарының назарын әп-сәтте сиқырмен алдап, жұдырықтан оңай құтылып отырған. Бара-бара атасы жеткіншектің қабілетін жетілдіріп, бүгінгі таңда теңдессіз сиқыршыға айналды. Стивен Фрейннің ең атақты сиқыры Лондондағы Темза өзенінің үстінен жүруі. Сонымен қатар ол бұрын соңды иллюзия тарихында болмаған трюктарды ойлап тапты. Мысалы, өзінің бір кезекті шоуында қыздың денесіндегі загардың орнын ауыстырады, немесе келіншектің қолындағы ұсқынсыз татуировканы қалпына келтіріп береді. Тағы адамның ойын оқи алады, шыны құтыға ұялы телефонды салып жібере алады. Бүгінгі таңда Динамоның жеке телевизиялық жобасы бар. Динамо Magician Impossible, яғни таңғажайып сиқыр деп аталады. Осы шоуда ол әлемді шарлап жүріп, кез келген елдің тұрғындарына сиқырдың қайталанбайтын түрлерін көрсетеді. Осы шоудың арқасында оның беделі мен атағы артып, танымалдылығы жер жаһанға жарияланады. Стивен Фрейн нағыз сүйікті ісінің маманы, бұған ешкімнің күмәні жоқ екеніне оның ісіне қарап ақ түсінесің. Жантас Тұран, Жаңа күн.
Эфирде жаңа күн таңғы ақпараттық танымдық бағдарламасы. Бізде қонақта хабар агенттігі Алматы филиалы бағдарламалар дирекциясының бас редакторы Рыскүл Шораханқызы. Рыскүл Шораханқызы, біз білетін болсақ, агенттік сайтында хабардағы бір күн деген айдар бар. Яғни ол енді бір күнде болып жатқан оқиғаның барлығын көрермендерге көрсетеді. Сіздің хабардағы бір күніңіз қалай өтеді? Менің хабардағы бір күнім, біз негізінен эфирге жауап бергендіктен, эфирдің өзінің жүру бағдарын жоспарлайтын монтажный лист деген бар. Сол монтажный листке қарап, эфирде не жүріп жатқанын алдымен бақылаймыз. Онан кейін байланысқа шығып, режиссер орында ма, инженер орында ма, соны тексереміз. Онан кейін күні бойына жаңағы аутсорсинг компаниялардан келіп жатқан бағдарламаларды, эфирге өтетін бүкіл дүниелерді қарап, жоспарлап, соларды эфирге жүру бағдарын қадағалаймыз. Рыскүл Шораханқызы, жалпы кейбір адамдар журналистикаға мен кездейсоқ келдім деп айтып жатады. Кейбіреулері журналистика менің арманым деп те айтып жатады. Сіз журналистикаға қалай келдіңіз? Негізінде шығармашылық пенен мен бала күнінен айналысқам. Мен Алматыдағы 12-ші мектепті бітіргем. Сол 12-ші мектепте жүргенде 10-ші кластың өзінде мынау Кеңес одағының құрылғанына 50 жыл деген үлкен Украинада фестиваль өткен. Сол фестивальге Қазақстан атынан өлең жазып, сол өлеңімді оқып барған болатын. Сондықтан шығармашылық деген менің жаныма жас күнімнен жақын дүние. Бірақ университетті бітіргеннен кейін мен 10 жыл баспагер болдым. Ғылыми кітаптар шығардым. Онан кейін 10 жылдан кейін барып телевидение саласына келдім. Осы күнге дейін осы қызметіме өзім қызығам. Өткен телевидение саласы болу әр түрлі жанрдағы дүние. Өте қызықты. Өте қызықты дүние. Сондықтан мен сол журналистика сіздің арманыңыз. Арманым мен журналистика. Бәрекелді. Енді талай уақыт, 18 жыл уақыт дедіңіз. Алдыңыздан талай біз сияқты жас тележүргізушілер өткен шығар. Бүгінде осы тележурналист болам деген жалынды жастарға, Гүлназ екеумізге деген бір ақыл кеңесіңіз бар ма? Ақыл кеңес жастарға, ақыл жастан дейді, қазір жастардың ақылы өте көп. Дегенмен де айтатыным, телевидение саласы бұл өте білімділікті қажет етеді. Жаттандылықты емес, ішкі жан дүниеңнің байлығын қажет ететін дүние, оның барлығы жүргізушінің көзінен, жүргізушінің айтып отырған сөзінен көрерменге бірден көрінеді. Сондықтан мен жастарға айтатыным білімді болса екен дейді. Рыскүл Шораханқызы, көрермендерге айтар тілегіңіз болса, мархабат. Қадірменді көрермендер, әрбір атқан таңдарыңыз арайлы болсын. Жақсылық пен жаңалықтың жаршысы болатын хабар арнасымен әр уақытта бірге болыңыздар. Рыскүл Шораханқызы, студиямызға келгеніңізге үлкен рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Сіздерге де көп рахмет, сіздерге де табыс тілеймін. Рахмет, көптен көп. Бір 1992 жылы дәл осы күні Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің басылымы Сақшы газеті қазақ тілінде шыға бастады. 73 жыл бұрын дәл осы күні жазушы драматург Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Төлен Әбдік дүниеге келді. Ал 127 жыл бұрын 4-ші қыркүйекте Джордж Истман пленка салатын фотокамера ойлап тапқан үшін патент алды. 1948 жылы дәл осы күні ақын Дәрібаева Жадыра туылған болатын. 1928 жылы дәл осы күні танымал геолог Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Дүйсенбек Өдібек туылған болатын. Ал 85 жыл бұрын 4-ші қыркүйекте қазақтың ақыны жазушы Жәкен Заманбек дүние есігін ашты. Дәл бүгін дүние есігін ашқан туылған күн иелерін жаңа күн ұжымы шын жүректен құттықтайды. Жаңа жасыңыз жақсылығымен келсін. Төл мерекелеріңізге жақсы мен жайсанға жайылған дастарханыңыз кең болғай. Естен кетпес естеліктерді жаңғыртатын, жұлдыздарымыздың сахна сыртындағы өмірін баяндайтын, әлемдегі қызықтарды қалдырмайтын. Қызықты кеңестері көп, жаңа күн бағдарламасы әрі қарай орыс тілінде жалғасады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Кезек әріптестерімізде.
Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу «Жаңа күн». Сегодня 4 сентября, и с вами в эфире, как обычно, я, Макпасовекова и Дастен Шакиров. Мы вам желаем самого доброго утра. Непременно просыпайтесь только с нами. Ну и, конечно же, хочется сказать спасибо нашим коллегам. Кто-то рекомендует утреннюю зарядку как лекарство от всех болезней, кто-то неутомимо рассказывает о ее вреде. Но мало кто задумывается о том, что совместная зарядка – неплохой способ организации семейного досуга. Делать ее можно хотя бы по выходным, когда на работу торопиться не надо и в школу детей вести тоже не нужно. Такое активное утро станет отличным стартом для развлечений в семье. Уже доказано, что всего 10 минут, потраченных на несложные упражнения, придадут бодрость и силу на весь день. При активных движениях в организме начинает вырабатываться гормон радости – эндорфин. У негативных эмоций просто не будет шанса. Перед зарядкой каждому обязательно нужно выпить стакан воды. Так вы сможете восстановить баланс электролитов и не допустить обезвоживания организма. А вот завтракать нужно после упражнений. А если вы хотите немного сбросить вес, то и вовсе минут через 30. Помните, что зарядка не тренировка. Ее цель – пробудить организм от сна, а не накачать мышцы или сжечь жиры и калории. Если после выполнения зарядки вам хочется прилечь, вы чувствуете усталость или боль в мышцах, значит нагрузка была слишком велика. Снизьте интенсивность, уменьшите темп и постарайтесь получить от разминки максимум удовольствия. И тогда эта полезная привычка сделает вашу жизнь интересной, веселой и счастливой. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я поделюсь с вами простыми, но замечательными упражнениями, направленные на работу ног. Будет замечательно, если местом для таких упражнений вы найдете место в парке, где будут присутствовать лестницы. Ставим правую ногу на самую нижнюю ступеньку и опираемся на нее. При этом левой ногой мы отталкиваемся и делаем выпад левой ногой вперед. Можете сделать это упражнение 20 раз на одну ногу и 20 раз на другую. Закончили делать на левую ногу, теперь поменяем ноги. Также делаем выпады вперед и назад. Вы также можете усилить нагрузку и делать гораздо быстрее. Закончили первое упражнение, переходим ко второму упражнению. Поднимаем правую ногу и ставим на вторую ступеньку. Поднимаемся и также опускаемся назад, тоже правой ногой. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы закончили второе упражнение. Все упражнения, которые мы с вами сделали, они направлены на работу ног. Поэтому занимайтесь спортом и будьте здоровы. Друзья, еще раз доброе утро, и настало время нашей самой вкусной рубрики. То есть время завтрака. И в студии у нас Кирилл. Доброе утро, Кирилл. Утро доброе. Доброе утро. Как вы настроены на хороший завтрак? Мы Конечно. супер настроены на хороший завтрак, потому что я сегодня не завтракала. Дастен? Я тоже не завтракал. Он тоже не завтракал. Замечательно. Что будем готовить? Сегодня у нас будет ирландская каша с морковью. Очень интересное такое сочетание наших привычных продуктов. Для этого нам понадобится мед, сахар, овсянка, орехи грецкие. Ну, в принципе, можем выбрать те, которые мы любим. Творог. Да. Лучше всего не зерновой и обезжиренный, как можно меньше жирности. Да? А морковь можно заменить чем-нибудь? Ну, не в любишь данном морковь? случае Не особо. нет, но здесь она не будет такой сильно ярко выраженной, она нам придаст некую сладковатость и такой приятный цвет. Ну, для начала, я попрошу натереть на мелкой терке чуть-чуть нам моркови. А мне что сделать? Сейчас мы включим, разогреваться, ставим воду, а я попрошу добавить мед в нашу Куда, в воду? Да. Весь или сколько нам Нет, нужно? буквально чайную ложечку. Кирилл, Так, вот сюда, да? Нет, на мелкой, на другой. Да, вот. Мы ждем, пока вода закипит? Нет, мы прям сразу добавляем, да.
Ну вот чайной у нас нет, но примерно вот столько, да? Да, можно чуть-чуть больше даже. Даже больше. Но кто любит послаще, могут Нет, и... мы здесь мед добавляем для приятного аромата, потому что добавим сахар для сладости. То есть мед у нас очень-очень хорошо пахнет и вызывает аппетит у нас. Да. И мы можем добавить немного сахара. Совсем чуть-чуть. Немного это сколько? Ну, может даже чуть меньше чайной ложки. А не нужно нам огонь сделать поменьше? Поменьше, да, конечно. Для людей, которые очень любят запах именно вот овсянки хороший, я советую, можно ее слегка прогреть на сковороде, тогда будет аромат еще более яркий. Прогреть. Прогреть, да, не поджарить, а именно просто немножко подогреть. То есть, все. Видишь, какие тонкости, а я даже не знала. Если бы я вам рассказала, как я овсянку готовлю, у вас бы волосы дыбом стали на голове. А как ты ее готовишь? А я ее просто замачиваю. Да? Да. Я готовлю так гречку. Да, я ее замачиваю с ночи, и утром она такая разбухшая, и вот такая у меня Можно получается. также готовить и гречку. Я, да, настолько, насколько мне позволяет время. Вот у нас мед растворился, я думаю, нам можно добавлять морковь. Нам как раз вот в самый да, раз хватит, да. Позвольте. Позвольте, я буду той, кто опускает все это. Даже мы можем не всю, большую Половину, часть. большую. Да. Одну. 2/3. 2/3. Ага. Да. Замечательно. Нам надо буквально, чтобы она 2 минуты прогрелась. Морковь у нас сладкая, поэтому в каше она будет очень-очень хорошо. Большой кусочек. А нельзя каким-нибудь, я не знаю, там, персик добавить вместо моркови? Конечно, можно, но тогда Или это уже яблоко. будет не ирландская каша. Это будет Это будет казахская каша. казахская. Да, Это казахская. будет а-ля ирландская казахская каша. А теперь мы можем добавить нашу овсянку. То есть нам не надо ждать, когда вода закипит. Давайте я вас попрошу. Ага. Дай Стем, пожалуйста. Так, сразу все. Сразу все. И нам надо Немного? перемешать. Нет, в самый раз. У нас прям такое разделение труда очень прям, чтобы никому обидно не было. Да. Ну что ж, друзья, пока наш завтрак, ирландская каша, готовится, мы прервемся на рубрику «Звездный стиль». Сегодня мы рассмотрим звездный образ обладательницы множества премий и наград в области музыки и кино. Ариана Гранде, актриса и певица, принимала участие в записи саундтреков и озвучивании мультфильмов, появилась на обложках популярных журналов для подростков. В отличие от своих коллег, которые постоянно стараются эпатировать и шокировать своих экстравагантными нарядами, Ариана предпочла делать ставку на стиль милой и очаровательной девушки с приятным вкусом и не прогадала с выбором. Романтичные платья, юбки и блузки подчеркивают юность артистки. К тому же актриса тщательно следит за своим внешним видом и внимательно подбирает макияж к нарядам. Певица все чаще предпочитает более откровенные наряды на своих концертах, что не всегда радует модных критиков, которые привыкли к ее юному образу. Но стоит отдать должное, что на красных дорожках артистка в толпе умеет блистать со вкусом. Для появления на красной дорожке престижной музыкальной премии этого года певица выбрала белое облегающее платье с высоким боковым разрезом и серебристым декоративной вставкой от Versace. Свой образ Ариана дополнила белыми атласными туфлями и клатчем. Журналисты и модные блогеры в подведении итогов премии не могли оставить без внимания лучшие образы на красной дорожке. И, конечно же, наряд Арианы Гранде не стал исключением. Доброе утро, зрители канала Хабар и программы «Жана Кун». Сегодня в студии Кирилл готовит для нас кашу овсяную. Ирландскую. Да, ирландскую кашу. Ирландская она называется только потому, что там находится морковка. Вот и все. Можно добавить персики, это будет И это будет казахская каша. казахская, да. Ну вот морковь нам дала такой приятный цвет. И цвет, и такой запах, я чувствую, очень вкусный. Но это мед, по-моему, нам дал, да, запах? Мед дал запах, да. Что мы должны сделать теперь? Теперь нам надо прогреть орехи. Орешки. Мы ставим сильный огонь. Добавляем немного сахара. Везде сахар. Не злоупотребляйте сахаром. Но мы поэтому добавили в саму кашу очень мало сахара. Даже меньше чайной ложки. И нам надо добавить наши орехи. А их не нужно размельчать что-то? Нет, вот прям не как нужно, есть, да, как есть. Перемешивать. Сейчас, когда подогреются орехи, появится очень-очень хороший запах, такой насыщенный. Пока это делается, я попрошу кто-нибудь мне дайте тарелочку, пожалуйста. Я готова дать тарелочку. А, вот Дастин тоже На, готов. держи. Хорошо, Я даю прекрасно. следующему. Мы включаем нашу кашу. Я уже чувствую этот запах. Да, это же отсюда? Да, конечно.
То есть орехи увеличивают у нас вот как раз запах появляется такой ярко выраженный. Пока у нас там прогревается, я начну. Это так красиво. И так вкусно пахнет. Интересно, а как мы используем творог сейчас? Творог будет сейчас в самом конце. А я думаю, мы его замешаем. Прям Я вот в тоже так эту в думал. одну консистенцию. Но мы его замешаем уже на тарелке. Ох, как это. Сахар уже начинает таять. Когда же я научусь делать вот это? Хопа, хоп, чтобы оно так подлетало и Если мы будем назад. чаще встречаться на кухне. Научите? Надо учиться на чем? На фасоли, да, по-моему? На рисе. На рисе. Учись на кошках. Все. Иди тренируйся на Дождались кошках. этого момента, когда сахар начал золотиться, мы быстро перемешаем наши орехи. Я попрошу, можно чайную ложечку или вилочку. Вот у нас с чайными ложечками немножко... А нет, вот есть. Вот вилка, она. чайная ложка. Замечательно, можно? Классный запах. Главное взять, да, не зерновой творог, чтобы он у нас хорошо размельчился в дальнейшем нашем блюде. И уже мы добавляем наши орехи, которые получились в прекрасной такой карамели. В карамели, да. Это так пахнет. Вкусно. Сейчас наступит самый мой любимый момент дегустации. И на все про все у нас ушло где-то, минут 5, да, можно сказать? Да, пока варится каша, все остальное у нас готовится. Ты же не завтракал. Я сейчас, я хочу больше. Где моя большая ложка? Вот такую вкусную и, самое главное, быструю кашу приготовил сегодня в это утро для нас и для вас, дорогие телезрители, наш шеф Кирилл. Спасибо вам большое. А можно мы перейдем непосредственно к дегустации? Нужно. Нужно. А вам? Я не буду. Да, вы не будете. Ну, давай. Бон аппетит. Надо попробовать обязательно с творогом. С творогом. Ты знаешь, я не хочу заменять морковку, потому что она здесь прям в тему. Я пошел. Доброго вам дня, дорогие телезрители. Оставайтесь с нами. Болезненно худощавая девочка с брекетами, да еще и в придачу носит толстые очки. Такой в детстве была знаменитая артистка Анджелина Джоли. Это сейчас она пользуется большой популярностью, но в школьные годы было совсем наоборот. Одноклассники считали ее белой вороной именно из-за ее близорукости. И только достигнув 14-летия, фотомодель вступила на подиум, заменила старомодные очки удобными линзами. У киноактрисы африканского происхождения Шарлиз Терон тоже были проблемы со зрением. По словам красавицы, в детстве она посещала художественную школу, была одержима балетом и носила очки, как у ботаника. А мальчикам, как известно, не нравятся такие девочки, поэтому у любимицы публики не было ни одного ухажера. Хоть сама она и любила одного парня, но симпатия не была обоюдной. Позже, когда экс-любимого расспрашивали о знаменитой однокласснице, он произнес: «О, это та, которая носила очки?» А известный эксперт моды Эвелина Хромченко признается, что начала носить очки в 9-летнем возрасте. Близкие узнали о близорукости девочки, когда ее посадили на 3-ю парту. После уроков мама отвела школьницу к окулисту, где врач прописал очки. Но теледиву, в отличие от вышеперечисленных коллег по цеху, очкариком не называли, и поклонников было достаточно. Поэтому ее на линзы не тянуло, так как в это время их требовалось ежедневно кипятить в специальном растворе. Хоть сейчас в этом нет надобности, Эвелина все же предпочитает традиционные очки, ведь они стали ее визитной карточкой. Как ты думаешь, Дастин, какой должна быть настоящая леди? Ну, знаешь, Макпал, если вспомнить, какими были дамы в 18-19 веках в Европе, то, наверное, утонченной, воспитанной, образованной. Да, эти качества в ней должны присутствовать непременно. На днях в интернете были обнародованы требования к настоящей леди. Так, в первую очередь, она должна быть стильной и уметь грамотно сочетать вещи из своего гардероба. Да, настоящая леди никогда не
не позволит выглядеть себе неряшливо. Ее одежда всегда безупречно отутюжена, подчеркивает достоинства и скрывает недостатки. Истинная дама всегда следит за состоянием своего маникюра и педикюра. У нее нет облупившегося лака на ногтях. Ее волосы всегда чистые, аккуратно подстрижены. Она никогда не позволит себе выйти на улицу с грязной головой. Макияж леди всегда безупречен, никогда нет осыпавшейся туши или размазанной помады. У нее всегда есть свой индивидуальный аромат. От ухоженной женщины ненавязчиво пахнет духами или туалетной водой. Истинная леди знает, что самое главное – это чувство собственного достоинства. Она учится любить себя, свои желания и потребности, жить в гармонии с самой собой. Мудрая женщина не только разбирается в теории построения отношений, но и строит гармоничные отношения со своим избранником. Современная леди всегда должна четко знать, чего она хочет от жизни, и планомерно идти к этой цели. Она преодолевает все препятствия, возникающие у нее на пути, при этом не стремится к абсолютному совершенству. Настоящая леди всегда сама творец собственной жизни. Она создает духовные и материальные ценности. Она коммуникабельна и обаятельна. У нее много хороших друзей, с ней легко и весело общаться. А еще у нее уйма других нужных хороших качеств. Истинная леди – эталон для подражания. И если вы, уважаемые дамы, не видите в себе всех этих качеств, не отчаивайтесь, совершенствуйтесь и стремитесь к идеалу. И у вас обязательно все получится. Когда я была совсем маленькая, я была супер-мега-активным ребенком. Мне захотелось стать знаменитой. Наверное, не было такого дикого желания, но это пришло. Сегодня я могу сказать, что отличный день, продуктивный, всем желаю не сидеть на месте, а работать. Цветы, подарки, комплименты относятся к любящим людям. Самое главное для женщины – это иметь вторую половинку, которая тебя любит и ты любишь. Публика для артиста – это огромная поддержка, вера и успех. Мой главный недостаток – это, наверное, сладкое. В мужчине главное – это уверенность и опора. Женская дружба, она крепкая на самом деле, но она сейчас в наше время редкая. Качество, которым я горжусь, это правильный образ жизни и хорошие привычки. Мечта всей моей жизни – быть полезным для общества, для нашей страны. Леди – это быть женственной. Настя, скажи, а ты часто посещаешь наши казахстанские матчи? Ну, футбола? знаешь, Махпал, я стараюсь, я люблю очень футбол. Я даже в школе играл в футбол в составе сборной школы. Но, как ты сама знаешь, из-за работы иногда не бывает возможности просто посетить футбольный матч. Ну, а посмотреть. Вчера ты смотрел Вчерашний матч я смотрел. Наши, конечно, играли достойно, но чехи все-таки, чехи есть чехи. У них очень много сильных игроков. Ну, а подробнее, конечно же, о футболе нам расскажет наш спортивный эксперт Нурлан Мухамеджанов. Доброе утро. Нурлан, доброе коллеги. утро. Да, эта игра была важна как для получения опыта для наших молодых футболистов, особенно наших начинающих талантов. Но я считаю, что обзор этого матча мы можем увидеть все на сайтах информагентств и в новостях казахстанских, поэтому поэтому предлагаю сегодня остановиться на следующем матче, который состоится уже в воскресенье, 6 сентября, на матче с национальной сборной Исландии. Как я знаю, он пройдет на выезде. Да, этот матч пройдет на выезде. В Рейкьявике национальная сборная Исландии примет нашу команду на стадионе Лаугардасвеллур. Встреча начнется в 18:45 по местному времени. Этот стадион, кстати, известен многим нашим болельщикам по матчу Ахтобе, который играл с местной командой. В том матче Андрей Сидельников отбил решающий пенальти, и наша команда прошла плей-офф Лиги Европы. Также хочу напомнить, что после 6 туров сборная Исландии занимает первое место. Наша же сборная, к сожалению, с 1 очком занимает последнее место. Печально. А где, интересно, играть проще? На выезде или все-таки в стенах, в родных пенатах? Наверное, дома и стены помогают, да? Да, дома и стены помогают, и болельщики поддерживают. Но на выезде, мне кажется, очков больше.
Не всегда. Есть команды, конечно, которые на выезде играют лучше, но чаще всего, потому что привыкаешь не только к тому, что ты дома играешь, привыкаешь к стадиону, ты знаешь, какое покрытие, знаешь, как болельщики тебя могут поддерживать, потому что болельщики — это в первую очередь плюс 50, наверное, к тому, что футболисты будут бегать в 2 раза быстрее. Ну, а дома, значит, мы уже встречались. Да, 28 марта этого года на Астана-Арена наши команды уже встречались, и наша сборная вступила со счетом 0-3 в том матче. Ну, печально, что сказать. Но я надеюсь, наши возьмут реванш на выезде. Я тоже надеюсь на это, но думаю, вряд ли мы сможем одержать победу. Это лучший состав сборной Исландии за последнее время. Очень сильные игроки. Также они продолжают бороться за выход из группы. Соответственно, мотивации у них достаточно. И, соответственно, недооценки нашей команды не будет никакой. Будут играть они в полную силу. И мне кажется, это будет... Это будет интересная игра. Очень интересная игра. Интересно, а в рейтинге FIFA на каких местах идут наши команды? Сборная Исландии находится на 24-м месте между командами Франции и Дании. Наша же сборная находится на 141-м месте в компании Танзании и Гвинеи-Бисау. Да, интересно же этот рейтинг составляется. Все-таки интересно, что же у нас в клубах творится. В клубах форвард футбольной Астаны Патрик Твумаси попал в 5 игроков квалификации Лиги чемпионов по количеству ударов мимо ворот. Ганский игрок в 4 матчах нанес 7 ударов мимо ворот. Столько же ударов на счету Виталия Родионова из Батэ и Томаса де Винсенти из кипрского АПЛа. Сам Ганес на 4-м месте в этом списке. Также другой игрок Астаны Рохер Канес вошел в рейтинг по количеству фолов. У колумбийца за 337 игровых минут целых 13 фолов. Также Канес попал в рейтинг по количеству заработанных красных карточек. И вот такие новости на сегодняшний день. Ну что ж, Нурлан, спасибо тебе огромное за такие интересные новости. Мы будем тебя ждать непременно на следующей программе. С хорошими новостями. Да. Но я все-таки считаю, что мысли о поражении – это уже поражение, поэтому давайте думать о победах и будем побеждать. Да, лето уже позади. Прошло время отдыха, поездок на море, посиделок с друзьями и выездов на природу. Казалось бы, грустно, ведь до следующего сезона целый год. Однако нет, ведь в памяти остались чудные мгновения, которые будут греть вас всю осень и долгую снежную зиму. Да, друзья, сегодня мы решили вспомнить лето, но не свое, а звездное. И задались вопросом, где отдыхали отечественные селебрити. Кадрали Булманов и Каракат Обидельна в начале лета отправились вместе с сыновьями в Испанию на несколько дней. А несколько позже многодетная пара отдыхала всей семьей в Турции. Солист группы «Алдавай» Шохан Маратуло также выбрал для своего отпуска солнечную Турцию, как и молодая мамочка Анель Аринова. А вот Асим Жакитаева вместе с супругом сразу после свадьбы отправились в путешествие по Европе. Счастливые молодожены были в Париже, Милане, в Венеции. Ставшая недавно мамой в 3-й раз Сиви Махмуди пока в другие страны не летала, однако провела несколько дней на курорте Боровое. У телеведущей Алены Петровой лето тоже было весьма насыщенным. Алена летала отдыхать в Грецию, Арабские Эмираты, Турцию, а также провела некоторое время на Бухтарме. Екатерина Краснова тоже посетила Турцию, но после в виде бонуса отправилась в популярные Сан-Тропе и Англию. Певица Мадина Садвакасова этим летом вместе с семьей отдыхала на курорте Боровое. А вот Дастен Шакиров я тоже знаю, где отдыхал этим летом. Я надеюсь, что ты очень хорошо провел свой отпуск. Ну, знаешь, Махпалова, я давно мечтал попасть туда, попасть в Египет. Ну, моя детская мечта осуществилась. А певец Серик Ибрагимов нынешним летом с родственниками отправился на отдых в Турцию, в Кемер. Это же направление выбрали Айдай Исаева и ее супруг. Не обделила своим вниманием Турцию телеведущая Салтанат Бекжигитова. Как мы видим, отдых наших артистов этим летом удался. А это значит, что совсем скоро мы услышим очередные хиты, увидим их в новых ролях и в проектах. И не исключено, что прямо сейчас. Но у нас новость шоу-бизнеса. Группа
Группа One Direction решила прокомментировать новость о распаде группы. Как оказалось, журналисты и поклонники раздули из мухи слона. Популярный бойсбенд не прекращает свое существование, а лишь берут тайм-аут на неизвестный срок в 2016 году. Этой информацией поделились участники группы Найл Хорн и Луи Томлинсон. Скорее всего, парни будут работать над сольными проектами. Последний гастрольный тур звезд закончится в октябре этого года. С чем связано такое решение, неизвестно. Скорее всего, причиной стало то, что Луи Томлинсон через несколько месяцев станет отцом, а Зейн Малик вовсе покинул бэнд. А вот старина Антонио Бандерас брать перерыв не намерен. Он теперь снова студент. Звезда 90-х поступил в британский колледж, где профильным направлением является мода и дизайн. Но бросать актерскую деятельность и становиться дизайнером он не намерен. Поступить в этот колледж – давняя мечта звезды. К тому же у артиста нет высшего образования. Антонио также добавил, что, сев за парту, он вновь чувствует себя молодым. У Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер тоже есть хорошие новости. Звездная парочка передумала разводиться. Своим отношениям актеры решили дать второй шанс ради своих детей. Бен, прожив в одиночестве всего несколько недель, осознал, что именно может потерять в случае развода, и сейчас намерен сохранить брак. Поговаривают, что во время разрыва актер даже успел пофлиртовать с няней своих детей. Напомню, что звезды воспитывают двоих дочерей и сына. Каждый день оставляет свой отпечаток в истории. Не является исключением и сегодняшний день, 4 сентября. Именно в этот день, но только в 1888 году, Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую пленкой. А вот 145 лет назад во Франции был свергнут император Наполеон III и провозглашена Третья Республика. В этот день, в 1882 году, в Нью-Йорке Томас Эдисон включил первое в мире коммерческое электрическое освещение. Тогда всего насчитывалось 85 платных клиентов. А 130 лет назад в Нью-Йорке впервые открылось первое в Соединенных Штатах кафе самообслуживания. 4 сентября 1962 года Битлз начали работу в студии над своими первыми песнями «How Do You Do It» и «Love Me Do». А 23 года назад вышел первый номер газеты «Сахша» на казахском языке Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В этот день только в 2009 году в Астане на Старой площади перед городским акиматом впервые стартовал 5-й международный автопробег «Дружба народов-2009». Общая протяженность маршрута была равна 2086 километрам. Но о том, что еще интересного произошло 4 сентября только в разные годы, расскажет наша следующая рубрика. В 1992 году 4 сентября вышел первый номер газеты «Сахша» на казахском языке Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 67 лет назад именно в этот день родилась известная казахстанская поэтесса Дарибаева Жадра. 6 лет назад, 4 сентября, в Праге состоялось официальное открытие Дня культуры народа Казахстана в Чешской Республике. 130 лет назад, 4 сентября, в Нью-Йорке открылось первое в Соединенных Штатах кафе самообслуживания. В 2009 году, 4 сентября, в Астане на Старой площади перед городским акиматом впервые стартовал 5-й международный автопробег «Дружба народов». Сегодня день разносчика газет в США. В 1888 году именно в этот день Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой.
В давние времена казахи ориентировались по звездам, Солнцу и Луне. Каждое созвездие на небе имело свое название, и с каждым из них связана своя легенда. Наибольшее внимание привлекает к себе северная полярная звезда, которая показывает дорогу путникам в степи и в горах. Темір-Қазық известна как одна из составляющих Малой Медведицы. За то, что звезда не меняет свое местоположение, она получила у казахов говорящее название «Железный кол». Две ближайшие звезды слева и справа от полярной наши предки называли небесными конями. Ахбозат, и, что в переводе означает белый конь, и Көкбозат, голубой конь, которые надежно привязаны к железному колу. По народной легенде, 7 звезд, составляющих Большую Медведицу, Жеті Қарақшы – это 7 разбойников, которые ночью, пытаясь украсть этих коней, совершают полный оборот вокруг железного кола полярной звезды, а с восходом солнца прячутся, так и не добившись своих коварных целей. У казахов особое место занимает планета Венера, Шолпан. По ней кочевники определяли время выгона скота на пастбища. А наши предки, как и греки, считали Шолпан покровительницей влюбленных и верили, что на Венере обитают души еще нерожденных людей. А вот планета Юпитер, появляющаяся на западном склоне с заходом солнца, являлась ориентиром наступления ночи. Звездное небо у всех народов самое загадочное и манящее явление в природе, достойно особого внимания. А для казахов оно было еще и возможностью определять не только время, но и предсказывать погоду. Сейчас, благодаря новейшим технологиям и научно-техническому прогрессу, ждать наступления ночи, чтобы узнать, чем порадует нас погода, уже не нужно. Можно просто любоваться звездами, солнцем и небом и смотреть прогноз погоды на канале Хабар. Дәулет Болатбаев бала күнінде мінезі тұйық әрі қырсық болған екен. Ешкіммен ашылып сөйлей қоймайтын жігіт бар зейінін сабаққа аударды. Ол үшін ата-анасы мұғалім болғандықтан 4-пен оқу ят болып көрініпті. Ұқыптылық пен тазалықты жаны сүйетін бала Дәулеттің достаңдауы да қиын болған екен. Сонымен біздің жаңаға көршілеріміз болды. Үйдің дәл қасымызда бұл кезде де жас қыздар болатын. Сол мектептен келген уақытта өзімнен үлкен бауырым жаңаға сумкасын алып сүйреп, жаңа воротамен бүйтіп кірет та үйге жетпей жаңағы солардың үйіне кіріп кетіп, кеш батқанша шай ішіп, күліп қарқылдап солардың үйінде отыратын. Содан кейін мені күтіп отырады. Ол көршілеріміз мен келгенде Дәулет деп айғайлайды ғой. Сол кезде мен кіреді екем да жаңаға воротаға кіргеннен бастап қабағымды шытып, Дәулет қалайсың үйге кір деп шақырса, мен амандаспай қабағым шытып түп-түзу өтіп кетеді екем. Сондай бір мінезім болған кішкентай кезімде. Мінезді болғаны рас. Оны мына оқиғадан байқауға болады. 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай Дәулеттің сыныптастары қыздарға сыйлыққа ақша жинайды. Бірақ бұл жайлы ол бейхабар еді. Сыныпқа кіріп келген бойда Дәулет ашулы қыздардың ызасына тап болады. Қыздар айғайлайды, сен подаркаға ақша жинамапсың, кірме деп, чайпитияға. Сосын өкпелеп қалдым да, ренжіп, далаға барып, жаңағы подаркаларын алып, екеуінен келдім да, есікті аштым да,
подарка ма сендерге, мә подарка деп лақтырып беттеріне есті тас жауып кетіп қалған кезім болған енді. Бүгінгі таңда Дәулеттің мінезі күрт өзгерген. Бұрынғы бала күнгі қылықтарын есіне күлкімен еске алады. Мектеп жасында бұзақылық жасап, ұлдармен төбелесіп, ата-анасын еш уақытта ұялтқан емес. Алдына мақсат қоя білген ол, бүгінгі таңда қазақ эстрадасында өзіндік орны бар әнші. Шынар Ларханқызы, арнайы жаңа күн үшін. Машина жасау, құрылыс индустриясы мен химиялық өнеркәсіп салалары өңдеуші өнеркәсіптегі өсімнің негізгі драйверлер саналады. Бұл ретте елімізде машина жасау 78%-ға, металл емес өндіріс пен минералды өнімдер 47%-ға, химиялық өнеркәсіп 28%-ға өскен. Нәтижесінде Қазақстан өңдеу өнеркәсібі бойынша Ресейді, Оңтүстік Корея мен Польшаны басып озды. Еліміз өңдеу өнеркәсібі бойынша алдыңғы қатарлы елдердің санатына кіріп, Түркиядан кейінгі орынға табан тіреді. Еліміздегі өңдеуші өнеркәсіп саласында жаңа жетекші секторлар пайда болуда. Дәстүрлі жетекші секторлар металлургия мен азық-түлік өнеркәсібіне бұйыл мұнай өңдеу мен машина жасау саласы қосылды. Бұл салалар 4 жыл ішінде өңдеу өнеркәсібі саласын бір шама тұрақтандырып қана қоймай, алға сүйреуге көшпек. Дүние жүзінде алмағайып орнығып тұрған мынадай заманда Қазақстанның алдында тұрған зор мақсаты экономиканы түзеп, жағдайды дұрыстап, мемлекетті индустрияланған ел жасау. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген мақсатымызға бірге жетек. Ал қазір әңгімемізді инновация айдары жалғастырсын. 2015-2019 жылдары жүзеге асырылатын индустрияланудың екінші кезеңі экономиканың теңдестірілген құрылымын жасауға және жаңа жұмыс орындарын ашуға бағытталады. Соның ішінде үдемелі индустриалды инновациялық даму 2 бағдарламасында 6 бағыт бойынша басымдық беріліп, негізгі өзек экономиканың теңдестірілген құрылымын жасауға және жаңа жұмыс орындарын ашуға бағытталады. Жаңа жұмыс орындары елдің экспорттық әлеуетін арттыратын қайта өңдеу саласында макроэкономикалық тұрақтылық пен оның өсіміне қаржылық негізді қамтамасыз ететін дәстүрлі шикізат секторы, инновациялық және қызмет көрсету салаларында ашылатыны көзделіп отыр. Сонымен қатар 2015-2019 жылдарға арналған үдемелі индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан 2050 стратегиясы мен әлемнің 30 дамыған елдерінің қатарына кіру мақсатының маңызды құралына айналатын болады. Абылайханның туыстаушы үш батырының бірі 10 мың батырға басшылық еткен Наурызбай батырдың ерлігі елге аңыз, ұрпаққа ұлан болған. Тарихшылардың айтуы бойынша ол 1716-1781 жылдары Жамбыл ауданындағы Жалпақтас, Серіктас деген жерлерде тұрған көрінеді. Жалпы Наурызбайдың шыққан тегіне қатысты түрлі шежірелер мен мәліметтер келтіріледі. Шежіреші Тұрсынбай Бірімқұлов Наурызбай Құттымбетұлы Шапыраштының желді руының асылынан тарайды дейді. Төле би Наурызбай батырға бата берген шақта оның түр келбеті мен күшін сипаттай суреттелген. Әсіресе оның 15 жасында нар түйені иығына салып қиналмастан көтергені жайлы сөзбен шебер бейнелеген екен. Наурызбай Абылайханмен бірге жоңғарларға қарсы тұрып, Абылайдың шаршымен жекпе-жекке түскен кезінде ол да басқа жоңғар батырлармен жекпе-жекке шығады. Төле биден бата алған батыр жауға қарсы қара сайлап аттанады. Сол жолы жекпе-жекте жеңіске жетіп, атақ даңқы арта түскен екен. Батырларымыз туралы ел аузында аңызға бергісіз әңгімелер өте көп. Дегенмен бұл кісілердің есімі тарихта алтын әріппен жазылары сөзсіз. Бүгін Кенесары Қасымұлының ерліктері жайлы әңгімемізді одан әрі өрбітпекпіз. Кенесары бала кезінен ақ ат құлағында ойнады. Құралайды көзге атқан мерген болды. Ол қарақылды қақ әділдігімен, ерік жігері қажымас қайратымен және жүрек жұтқан батылдығымен, қайтпас қайсар қаһармандығымен танылды. Оның бойында ұйымдастырушылық және әскери қолбасшылық таланты мол болатын. Замандастарының сипаттауына қарағанда, ол ашық жүзді, орта бойлы және жауырыны қақпақтай тұлғалы болған көрінеді. Кенесары Қасымұлы сонымен қатар өз елінде, мемлекеттік құрылыста да әскери реформаларда жүргізген адамдардың бірі. Оны мемлекет қайраткері деп атауымызға да болады. Өйткені ол әскери істе реформалар жасай отырып,
бұрынғы Шыңғыс хан сияқты өзінің әскерін мыңдықтарға, жүздіктерге, ондықтарға бөле отырып, оларға қару жарақты соғуды үйретіп, олардың белгілі бір дәрежеде батырлығы мен ерлігі үшін шен-шекпен беріп, және сонымен қатар оған әскери реформаға бағынбағандарға қатаң жаңағы саясат жүргізіп, оларды жаңа өлім жазасына дейін қиып отырған екен. 1841 жылдың қыркүйек айында 300-дің өкілдері бас қосқан жиында Кенесары Қасымұлы хан сайланды. Сөйтіп қазақ хандығы қалпына келтірілді. Ұлт-азаттық күресті табысты жүргізу үшін Кенесары хан бір орталықтан басқарылатын мемлекет құрды. Оны ханның өзі басқарды. Ханның жанынан жоғары кеңесші орган өзіне барынша адал берілген батырлардан, билерден, сұлтандар мен жақын туыстарынан құралды. Сонымен қатар сот реформасында да мемлекеттік құрылыста билерді, батырлардың жаңағы институтын нығайтуға өзіндік үлес қосты. Сонымен қатар ішкі әртүрлі жанжалдар мен барымталарды халық сотына сала отырып, осыны тиімді түрде шешуге атсалысқан болатын. 1842 жылы Сотниковтың отряды Кенесарының ауылына қарақшылық шабуыл жасап, көп малды айдап әкетті. 10 адамды тұтқынға алды. Тұтқынға алынғандардың қатарында Кенесарының әйелі Күнімжан да болды. Ресей императорлары Кенесары бастаған көтерілісті басу мәселесін ерекше бақылауда ұстап отырды. 1843 жылы ол қазақ ханына қарсы жорық ұйымдастыру жөнінде жарлық шығарды. Ханның басына 3000 сом мөлшерде сыйлық жарияланды. Кенесары Қасымұлын ұлттық батыр ретінде, сонымен қатар қазақтың соңғы ханы ретінде танимыз. Ол өзінің осындай аса қиын өмірінде қазақтың басын жаңағы біршама уақытқа болсын біріктіре білген, сонымен қатар Қоқанның, Қырғыздың езгісіне, патша үкіметінің отарлауына, Қытайға қарсы өзіндік жаңағы қазақ халқының ұлттық намысы бар екендігін көрсете білген, және 10 жылға дейін патша үкіметінің отарлау саясатын кешеуілдеткен жаңағы көтерілістерді басқарған тұлғалардың бірі деп айтуымызға болады. Ресей зерттеушісі Мейер қазақ жауынгерлерінің ең соңғы күндері туралы былай деп жазды. Олар қырғыздармен 3 тәулік бойы ерлікпен шайқасты. Сібір қырғыздары көмекке келіп жетер деген үмітте болды. Бірақ патша үкіметінің жергілікті өкімет билігінің басшылары олардың келетін жолын бөгеп, тосқауыл қойып үлгерген еді. 3-ші тәулік дегенде көтерілісшілердің бір бөлігі қоршауды бұзып шығып, құтылып кете алды. Ханның көптеген сенімді серіктері түгелдей дерлік өлтірілді. Ханның өзі бірнеше сұлтандармен бірге тұтқынға алынды және азапты ауыр жазаның салдарынан қаза тапты. Шынарулар Хаңызы, Елнұр Қасиман, арнайы жаңа күн үшін. Ақберген, саған жемістердің қай түрі ұнайды? Маған ба енді Алматының апортынан бастап банан деген сияқты солардың барлығы жалпы жемістерге өзім қарсы емес. Ал жүзімнің адам денсаулығына тигізер пайдасы көп екен білесің бе? Негізі барлық жеміс жидектердің зиянынан пайдасы зор басым емес пе? Дұрыс айтасың, дегенмен жүзім адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырып, терінің түрлеуін арттыра түседі екен. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда тұз жиналудың алдын алуда таптырмайтын жеміс. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза денедегі жұмсалатын қуаттың аз уақытта қайта қалпына келуін қамтамасыз етеді. Шырындағы биофлавоноидтар арқылы С дәруменінің белсенділігін арттырады. Жүзім қасиетінің Құранда айтылуы да тегін болмаса керек. Неге десеңіз, қандағы оттегін жүргізетін гемоглобин синтезіне қажетті темір мен бүйректердің жұмыс істеуіне және жүрек соғысының реттелуінде жұмсалатын калий онда өте көп кездеседі. Дәрумендер мен минералдарға қоса 15 түрлі амин қышқылдары бар. Ал қазір кеңестер легін келесі сюжетіміз жалғастырсын. Шаш екі бөліктен терінің сыртына өсіп шығатын шаш талынан және терінің астындағы түбірден тұрады. Шаш түбірі шаш фолликулына орналасады. Фолликулдар қан жүретін тамырлармен, нервтермен және май бездерімен байланысады. Әр тал шашқа белгілі бір өсу ұзақтығы тең. Сонан кейін ол түсіп қалады. Мәселен, күніне адамның басынан 150-ге жоқ шаш түседі екен. Шаштың өсу қарқыны 50 жастан асқан соң, әсіресе ер адамдарда едәуір баяулайды. Бірақ кей жағдайда 20-ға жаңа толған жігіттерде шаш өсуі циклі бұзылып, басы тазана бастайды. Ер адамдарда шаштың таздануы түрлі жағдайдан болуы мүмкін. Дұрыс тамақтанбағаннан, авитаминоздан, шылым шеккеннен, ішімдікті көп ішкеннен және стресстен болуы мүмкін. Сондай-ақ шашты дұрыс күтпеген жағдайда бұл үрдіс байқалады. Сол себепті сусабынды дұрыс таңдап, шашты қайнатылған сумен шайған дұрыс. Жаз айларында бас киіммен шашты қорғау керек, өйткені күннен шаш шығарып, бас терісі құрғауы мүмкін. Әрине, бас киім кішкентай және қалың болса, керіс септігін тигізеді. Бұдан бас терісі терлеп, шаштың өсу процесі тоқтайды.
Мамандардың зерттеуі бойынша, егер жас жігіттің шашы ерте түсетін болса, онда аденова, простат аурулары анықталуы ықтимал. Сол себепті ер адамдар жиі уролог маманына барып, қаралып отыру керек. Бүгінгі таңда бастың тазалануына қарсы түрлі технологияның көмегімен ем шаралар жасауға болады. Бірақ бұл жағдайда халықтық емге жүгінуге болмайды. Дегенмен халықтық ем-дом тек шаштың түсуінің алдын алуы мүмкін. Шынар Хаңызы, арнайы жаңа күн үшін. Ақберген, жалпы осы дирижердің кейде таяқшасымен, кейде қолымен ақ музыканттарды басқарып тұратын көрген шығарсың, е? Әрине. Ал осы дирижер таяқшасы қалай пайда болғанын білесің бе? Әрине, бұл таяқша 19 ғасырда қолданысқа енген. Дирижерлар бастапқыда бұл жаңалыққа тосырқай қарады. Дегенмен уақыт өте келе бұл құрал аса ыңғайлы екенін түсінді. Бұған дейін дирижерлар скрипка таяқшасы глюкті ұшы піл сүйегінен жасалған ірі таяқтарды пайдаланып келген екен. Бүгінде дирижерлердің көбі сахнаға таяқшасы шығатын болып жүр. Таяқша шын мәнінде дирижерлердің символы іспеттес. Тарихтан белгілі бұрынғы кезде патшалар қолына таяқ ұстап жүрген. Бұл биліктің, үстемдіктің белгісі саналған. Дирижер қолындағы таяқша сондай мағына береді. Гүлназ, сен айтулы күн айдарында қандай мереке жайлы сөз қозғалатынын білесің бе? Жоқ, бірақ оны білудің жарасы жеңіл деп ойлаймын. Қалай? Келесі бейне сюжетімізге назар аударайық. Бәрекелді. 1781 жылы 4 қыркүйекте сауық сайран мекені атанған Лос-Анджелес қаласының негізі қаланды. Бүгінгі жарқ-жұрқ еткен алаулары бар қала орнында 16 ғасырда тоңва және чумашын түстері өмір сүрген. 1781 жылы 4 қыркүйекте испан миссионерлері көшіп келіп, аймақты Эль Пуэбло де Лос-Анджелес деп атады. Бұл қасиетті Мария періштелер ханшайымның мекені деген мағынаны білдіреді. 19 ғасырға дейін бұл жер шағын ғана елді мекен еді. 19 ғасырда Эль Пуэбло де Лос-Анджелес Калифорнияның ірі қаласына айналды. 1835 жылы қала Мексиканың иелігінде болып, қала атауы Лос-Анджелес болып қысқартылды. Америка мен Мексика арасындағы соғыстан кейін 1848 жылы бейбіт келісімшарт негізінде Лос-Анджелес ақштың құрамына енді. Сөйтіп қала Лос-Анджелес атанды. 1850 жылы Калифорния штаты атанған тұста 1600 тұрғыны бар Лос-Анджелес ресми түрде қала статусын алды. Бүгінде Лос-Анджелес Калифорнияның ірі қаласы, әрі халық саны бойынша ақштағы екінші қала. Қала халқының саны 15 миллионнан асып жығылады. Лос-Анджелес сәнқойлар мен жұлдыздардың, нашақорлар мен қылмыскерлердің қаласы десек артық айтпаспыз. Санта-Моника мен Беверли-Хиллз аудандары сәннің мекені болса, шығыс Лос-Анджелесте есірткі саудасы өршіп тұр. Қала көшелерінің ара қашықтығы тым ұзақ, содан болар Лос-Анджелесті көшелер қаласы деп те атайды. Ал жұлдыздар фабрикасы Голливуд пен әлемге әйгілі балалар паркі Диснейлендті білмейтін адам аз шығар. Бүгінгі күннің ерекшелігі міне осындай. Осыдан 9 жыл бұрын Қарағанды политехникалық институты ашылды. Қазіргі таңда аталмыш білім ордасы Қарағанды мемлекеттік техникалық университет деп аталады. Ал 2002 жылы Францияда Қазақстанның өнеркәсібіне арнайы мамандар даярлаудағы жоғары сапасы үшін өнеркәсіпке жәрдемдесу қауымдастығының алтын медаліне ие болды. 1992 жылы Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің басылымы Сақшы газеті қазақ тілінде шыға бастады. Ал 124 жыл бұрын дәл осы күні Джордж Эйсман пленка салатын фотокамера ойлап тапқаны үшін патент алды. Оған кодек деп сауда белгісін қойды. Гүлназ, қазір афиш айдарына кезек беріп мәдени іс-шаралар жайлы хабардар болайық. Бесінші қыркүйек күні Қарағандыда орталық саябақта жыл сайын өтетін Жастар әлемі фестивалі болады. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы көне шығыстың аңыздар атты жұмыстарын таныстырады. 13 қыркүйек күні Алматыда Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында хореограф Болат Аюхановтың үлкен балет кеші өтеді. 14 қыркүйек күні Алматы қаласының метрополитенінде Нұрлы жол өнер жолы атты көрмесі өтеді.
30 қыркүйек күні Астана опера мемлекеттік опера және балет театрында атақты ресейлік хореограф Борис Эйфманның 19-20 ғасырлардағы француз композиторлары шығармаларының музыкасына жазылған Роден балеті көрсетілетін болады. 6 қыркүйекте Алматыда мемлекеттік қуыршақтар театрында «Алтын адам» спектаклінің премьерасы өтеді. Мерлин Монро, Дима Билан, Вера Брежнева, Деми Мур, Леди Гага секілді өз есімдерін лақабатпен алмастырған жұлдыздар да жеткілікті. Ақберген, мәселен скрипка мен поп-музыкаға машықтанған әртіс Лананың шын есімі Корлана Кунсеркина. Оның лақабаты әлем жұртшылығына айтуға жеңіл етіліп ойластырылған. Әнші Ботагөз Жанғабылова есімін Бота деп қысқартып, R&B мен соулды таза ағылшын тілінде орындауға машықтанған. Ботагөз өз есімін бұлайша қысқартуының себебінде жасырмады. Жақсы естілет, қысқа және тез оңай естілет дейді Ботагөз. Бота әндері тек ағылшын тілінде болғасын Қазақстанда айтарлықтай танымал емес. Бүгінде ол ақшта тұрады. Егер бүркіт қазақ шоу-бизнесіне Айбек Сейітов ретінде енсе, осындай танымалдылыққа ие болар ма еді? Оның әншілік қабілеті әрине бірталай жетістікке жеткізеді. Ал әнші әрі дизайнер Лидо лақап атын өзінің есімі мен тегінің алғашқы буындарынан құрастырған. Оның шын есімі Лидия Досалина. Қызық екен. Алдавай тобының әншісі Шухрат Омаров бүгінде сахнаға Шохан Маратұлы деген есіммен шығып жүр. Ол Шухрат есіммен елде танымал болып үлгергеніне қарамастан, өз есімін 9 жыл бұрын ауыстыруға бел буады. Алдавайды өз тыңдарманын тапқан топ деуге болады. Есімін ауыстырғанына қарамастан, Шоқан өнермен ел сүйіспеншілігіне бөленіп жүр. Гүлназ, енді жұлдыздарымыздың киім кию стилі жайлы сөз етейікші. Онда жұлдызды стайл айдарын бірге көрейік. Жұлдызды стайл айдарының бүгінгі кейіпкері жұлдызы жанып келе жатқан әлем әншілерінің бірі Рита Ора. Югославияның тумасы Рита Ора көптеген музыкалық марапаттарға ие. Сондай-ақ оның ерекше стилі жайында түрлі журналдар жазып талқылап та жатады. Әрине, талқылайтындай бар. Өйткені Ританың киім кию үлгісі үйреншікті немесе жай ғана күнделікті киетін киімдер емес. Ол сахнада да, көшеде де, қызыл кілемшеде де өз стилімен дүйім жұрттың көңілін аударып жүреді. Көзге ерекше түсетін ашық түсті матадан тігілген киімдер мен оған қоса түрлі элементтер қосып, өзіндік стилін жасай біледі. Бұл қыз тәуекел етуге еш қорықпай, жаңа нәрселерді ойлап тапқыш. Стиль әлеміне келгенде Рита музасы ретінде Гвен Стефани мен Дафну Гиннесті ерекше үлгі тұтады. Түрлі киім үлгілерін араластыруды дәл солардан қабылдаған. Ританың тағы бір сәндегі кумирі Мэрилин Монро. Олай деуіміздің себебі Ританың Мэрилин секілді винтажды киімдеріне деген қызығушылығы, ал қызыл түсті далапқа деген адалдығы, әрі ақ сары түсті шаш үлгісі. Дегенмен, Ританы көбінесе Рианамен ұқсастырып та жатады. Бұл жөнінде Рита Ора Рианнаның киімін ұрлап алған, немесе Рита Ора Рианнаның стилін қайталап жүр деген сияқты мақалалар да жазылған. Рита кезекті берген бір сұхбатында мен сәнді, әсем, әрі адамды еліртетін киімдерді ұнатам деген екен. Ританың жалғыз өзгертпейтін стилі, оның ақ сары түсті иығына түскен шашы, қалың қастары мен ал қызыл түсті далабы әншінің әу бастан қалыптасқан өзіндік белгілері болды. Әншінің тағы бір ерекше киім үлгісі кроссовка мен тоқыма тақия. Бұл стиль арқылы ол өзінің бала кезден ұнатып тыңдаған хип-хопқа деген сүйіспеншілігін білдіреді. Әнші қыз ерекше кештерге өзінің керемет дене бітімін көрсеткісі келген кезде қысқа әрі жабысып тұратын әдемі көйлектер таңдап киеді. Ақберген, мен көп сөйлеп созбай, бірден келесі бейне сюжетке кезек бергім келіп тұр. Неге?
Себебі ол айдар арқылы қорқынышты да, үрейлі де, бақытты да, қуанышты да сезініп, түрлі ақпаратқа қанық боласың. Мен сені түсіндім. Сен асханаға баратын уақыт болды деген келеді ғой. Ақберген, қайдағы асхана? Сен не жайлы қиялданып тұрғанымды түсінбедім, бірақ таңғы асымды ішіп үлгермегендіктен бар ойымда анамның ыстық бауырсақтары тұр. Ақберген, ендеше сен шайыңды ішіп ал, ал мен біздің тілшілер дайындаған келесі бейнесюжетке кезек беремін. Келістік. Баршаңызға сәлем. Бұл сынақ айдарының кезекті саны және мен Лаура. Бала кезімнен иттерден өте қатты қорқатындықтан, бүгін арнайы қорғаныс бағытында үйретілген иттермен күш сынасып көрмекпін. Ол үшін маған әрине арнайы жаттықтырушы Виктор Андреевич көмектеседі. Қазір арнайы киімді кигізіп, маған үйретсеңіз, мен қашып, осы қорқынышымды жеңіп көруге тырысамын. Итті қорғаныс мақсаты үшін қолданамыз. Ол әрине тірі адамды тістемейді. Себебі біз бұған жол бермейміз. Сол үшін арнайы қорғаныс киімдері болады. Бұл қорғаныс киімдері тіс іздерінен және зақымданудан қорғайды. Киімдер Килара матасынан жасалған. Мата өте тығыз әрі төзімді. Қорғаныс киім жиынтығының салмағы костюмі 18 килограмм, ал шалбары 6 килограмм. Иттерді үйрету өте ерте заманнан келе жатқан әдіс. Итті әртүрлі жаттығулар арқылы шынықтырып, және психологиялық тәрбиелеудің басты мақсаты қауіпсіздік болып табылады. Адамзаттың әрдайым айырылмас досы ит бағзы заманнан бері қорғаушы болып келеді. Бүгінгі таңда иттерді баулу үлкен ғылыми кинологияға айналды. Қауіпсіздік сақтау барысында мамандар иттерді отандық қызмет түрлері, яғни спорттық бағытта, қорғаныс қарауылдық жұмыс, іздеу құтқару қызметтері, тіпті суда құтқару үшін де үйретеді. Мен иттермен күрес болатын алаңға қарай кетіп бара жатырмын. Міне жетіп қалдым ау деймін. Бүгінгі сынақтан алған әсерім, ол иттен қорқу емес. Бірінші орында мына денемде киіліп тұрған киімнің өте ауырлығы мені қатты таңғалдырды. Өздеріңіз көріп отырғандай жаңа ит арт жағымнан келіп, алды жағымнан келіп маған шабуыл жасады. Әрине бұл жерде батылдық керек екен. Иттің ешқандай да тістегені білінбейді дегенмен де қазір мені қауіп алады-ау деген қауіп жүрегімде тұрады екен. Жаңа ғана мен көз алдарыңызда қара түсті ит роймен күш сынасып көрдім. Ал қазір біз сіздерге көрсеткіміз келгені кәсіби тұрғыда итпен күш сынасудың қалай болатындығы. Бірінші кезекте жеке және ұйым мүлкін, машина мен балаларды қорғау үшін қолданылады. Қорғаныс қажет барлық жерде иттер жұмыс істейді. Қорғаныс бағытында қолданылатын иттер 1-5 жыл үйретіледі. Иттерді баулудың орташа уақыты 2-6 ай. Бұл үрдіс иттің тұқымына да тәуелді. Итті күшік кезінен бастап үйрете беруге болады. Ит пен иесі үшін кеңес беру сабақтары, жеке курстар өткізіледі. Иттің психологиясы зерттеліп, оларды дұрыс тамақтандыру әдістері туралы ақпараттар беріледі. Иттерді үйрету тіпті шығармашылықта да. Мәселен, иттермен арнайы би фристайлда маңызды рөл атқарса, цирк үшін адамның досы бұл жануардың алатын орны тіпті ерекше. 20 ғасырдан бастап Европада дами бастаған кинология ғылымы қазіргі уақытта мамандандырылған салаға айналды. Иттерді кәсіби дамыту жұмысында кинолог эксперт, кинолог жаттықтырушы, зоопсихолог, диетолог сияқты көптеген мамандар атсалысады. Дегенмен итті тәрбиелеу жұмысында аса абай болуыңыз қажет. Иттерді арнайы қауіпсіздік сақтау шараларына баулу Қазақстанда дамып келеді, және бұл ғылымның тигізер пайдасы өте көп. Бүгін 4 қыркүйек, аптаның 5 күні жұма. Қасиетті жұма күннің жаңа таңын сіздермен бірге бастаған әріптесім Гүлнәр Жоланова және мен Ақберген Жұмабаев. Жаңа күннің әлеуметтік желідегі парақшасына қосылыңыздар. Иә, Facebook, ВКонтакте және Инста парақшалары арқылы бағдарлама туралы ақпарат алып отыруларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал қазір жұлдыздардың өмірінен сыр шертетін келесі айдарымызға кезек берейік.
Жылдызды ғаламтор айдары сіздермен жылдыздар өмірінің қызықты жаңалықтармен бөліседі. Марат Оралғазин қанша жасқа толды? Дауыс International тобы тарайды ма? Белгілі шоумен, тележүргізуші, актер және жай ғана көңілді жігіт Марат Оралғазин көптеген қызыққа толы жобалар мен комедияларда өзінің ерекше тұлғасымен еске сақталған. Ол кеше 31 жасқа толды. Маратты әншілер қауымы, жақын достары құттықтап, Instagram парақшасында тыным таппай жатты. Ал Марат болса, барлық құттықтауларды елемегендей, берген жауабы мынандай болды. Ура, рахмет Астана, бұл менің туған күніме ең үлкен сыйлық болды. Енді Қайрат футбол клубынан келесі жеңісті күтемін, деп футболшылардың қуанышымен бөлісіп жатты. Туған күніне қарағанда бұл жеңіс маңыздырақ болғанын Марат еш жасырған жоқ. Алда әлі талай жетістіктерге жетуге үміт беретін талантты жан бүгінгі күнде халықтың көңілінен шығып жүр. Туған күнің құтты болсын, Марат. Халықты күлкіге малындырып жүре бер дегіміз келеді. Дауыс International тобының жаңа құрамы құрылғаннан бастап бұл топқа көпшілік басқа көзбен қарайтын тәрізді. Кейде топқа көңілі толмай, жұрт даурығып жатса, жақтаушылар да кездесіп қалады. Халық айтса, қалып айтпайды демекші, Дауыс International тобының жаңа құрамын экраннан да байқамай жүрміз. Қамажай атты бейнебаяннан соң ешқандай жаңа туынды ұсынбаған топ әншіліктен кететін сыңайлы. Дегенмен артын бағуды дұрыс деп санаймыз. Міне ағайын, бүгінгі күндеріңіз жаңа күн бағдарламасымен сәтті басталды деген ойдамыз. Жаңа күн жағымды жаңалықтарға толы болсын. Келер күн кемшіліксіз болсын деген ниетпен ары қарай әріптестерімізге сөз кезегін береміз. Біздің айтарымыз көп, сондықтан жаңа күнді жіберіп алмаңыздар. Амандықта, саулықта, барлықта, жақсылықта жүздескенше. Доброе утро, дорогие друзья! Спасибо вам огромное, что это утро вы встречаете вместе с нами с программой «Жаңа күн». И мы, ее ведущие, Дастен Шакиров и я, Макпала Сабекова, рады приветствовать вас каждое утро и заряжать вас положительными эмоциями. Сегодня у нас пятница, последний рабочий день, 4 сентября. А это значит, что и у нас сегодня последний трудовой день. Ведь мы с вами каждый будний день с 8 до 10. Делимся своим настроением, полезной информацией. Встречаем интереснейших гостей в нашей гостевой и экспертов в студии. Ну а если вы по каким-либо причинам пропустили утренний эфир, не печальтесь. Нас всегда можно найти во всемирной паутине. Или на сайте habar.kz или в социальных сетях, в Фейсбуке, Инстаграм и ВКонтакте. Ищите нас по хэштегам «Жаңа күн», телемастерская, отжиги «Жаңа күн». Смотрите нас, поднимайте свое настроение, радуйте нас своим вниманием. Ну и, конечно же, ни в коем случае, друзья, не переключайтесь. Мы к вам приходим с наилучшими пожеланиями и с отличным настроением. Человеческий мозг – самый сложный и малоизученный орган, который требует постоянного труда, а ментальная арифметика помогает развивать именно те участки, которые остаются неподвижными. А еще во время решения устных задач активизируются одновременно оба полушария. Ведь, как известно, левое полушарие думает о вещах с помощью слов, в то время как вторая часть воспринимает в виде образов. Универсальная система обучения устному счету. Это инновационная программа, направленная на развитие интеллектуальных способностей. Под интеллектуальными способностями понимается память, воображение, мышление, восприятие, внимание. Обучаясь методике USIMAS, ребенок может решить любые арифметические задачи в уме быстрее, чем калькулятор. Сделать это сможет и любой взрослый, даже если у него отсутствуют математические способности. Это на деле доказала инструктор Галия Кульбаева. Педагог с лингвистическим образованием и 20-летним стажем всего за неделю обучения и месячной практики познала азы удивительного искусства. И что самое удивительное, методику USIMAS могут преподавать абсолютно все, но только не профессиональные математики. В это время я работала, я просто искала что-то новое, интересное. И как раз услышала про эту программу, в интернете посмотрела. Я прошла обучение по этой программе и практику. И начала работать. И уже сейчас 4-й год работаю.
Абакус – это древнейший вычислительный инструмент, состоящий из прямоугольной рамы с косточками. И дети от 4 до 14 лет на начальном этапе работают с помощью этого устройства. А затем обходятся без него, просто представляя аппарат в уме. Наверное, потому что преподаватели математики, у них свои методы. А здесь нужно совершенно новому методу обучиться. Основным инструментом в нашей работе, нашей методики, является то, что дети используют специальные счеты, которые называются абакус. Благодаря этому счету, абакусу, у детей формируется мышечная память, зрительная память, также развивается мелкая моторика. Великий Альберт Эйнштейн говорил, что воображение охватывает весь мир, и это действительно так. Нурлан Мухамеджанов, Назерке Садыкова, Михаил Волобуев. Жанакун. Махпал, как ты думаешь, у зебры на туловище черные полосы на белом или белые на черном? Я все-таки думаю, что белый на черном. Хотя я этим вопросом не задавалась, пока ты меня сейчас не спросил об этом. А ты знаешь ответ? Я ответ не знаю. Я думаю, нам ответ подскажет Мурат. Хотя Да? у меня есть еще один вопрос. Как ты думаешь, что первее появилось, курица или яйцо? Это тоже такой вопрос, который не имеет однозначного ответа, но мы все-таки представим вам нашего гостя, нашего эксперта в студии Мурат Матурганов. Доброе утро. Мурат, доброе утро. Доброе утро и вам. И все-таки, какие же полоски на теле у зебры? Черные на белом или белые на черном? Это такой спорный вопрос. В целом, мне кажется, что зебра, она белая и в черную полоску. Белого Потому что, цвета судя по- больше. Да, судя по животу зебры, больше белый цвет. А вообще это так раса играет какую-то роль вообще в повседневной жизни зебры, допустим, я не знаю, там, для того, чтобы спрятаться где-то в черно-белых кустах, в черно-белом лесу? Вот я об этом, кстати, не думал. Они же обитают в Африке, а там-то все, наоборот, очень либо желтое, либо да. зеленое, там нет таких цветов, поэтому... Давайте в следующий раз об этом поговорим, я попробую. Потому что я-то... Это интересно, менеджер, да, Да, правда? на самом деле это очень интересно. Я-то менеджер по развитию самого зоопарка. А вот об этом нет. А касательно яйцо или курицы, это можно бесконечно спорить. Да, Мне кажется, это никогда, бесконечно. никогда не узнаем на самом деле правду. Хорошо, В Мурат, этом- что интересного сейчас у нас происходит Что в интересно, зоопарке? ну, в целом у нас близится закрытие нашего сезона летнего. Зоопарк никогда не закрывается, он работает круглый год. Просто есть летний сезон, когда теплолюбивые животные находятся на улице, их можно видеть очень доступно, близко. А зимой мы их переводим в теплые вольеры, поэтому их уже не так можно увидеть. Поэтому в целом все у нас замечательно. И сегодня хотел бы рассказать о черных. О черных? У нас черных 3 лебедя. Интересно, почему Они 3? прям вот такие черные. Почему 3? Ну, не знаю. Их же должно быть либо 4, либо 2. Либо 4. Жили у бабуси 3 веселых гуся. один белый. Ну почему другой 3-то, серый. Мурат, правда? Ну потому что вот они Там были, мама, один папа, белый, один ребенок? был серый, один был черный, и все стали черными. А, да? Вот почему. То есть они меняют приобретают окрас. окрас... Нет. Вообще это нет. поется так. Один белый, Я другой вас серый, уверяю. 2 веселых гуся. Но у нас их 3. Вот. Их 3, потому что я тоже не знаю, почему их 3. Вот я как пришел, их было 3. И мы особо не придаем значения, мы их не закупаем, не покупаем. Ведь зоопарки как происходит? Мы не лишаем свободы животных никаких. Мы обмениваемся с другими зоопарками. И те животные, которые родились у нас, мы тех, собственно, оставляем. Я знаю, что ты очень, очень так трогательно и печально относишься к ситуации зоопарка. Мы с тобой до этого говорили. Но не будем сейчас об этом. Да, на самом деле... Давай так, ты придешь в гости ко мне, мы с тобой погуляем, и я уверен, что хоть на чуть-чуть ты изменишь свое мнение. Я в этом абсолютно... Хорошо, Мурат, такой вопрос. А чем отличаются белые от черных Ну, людей? черные, Или они, черные от белых? во-первых, они очень агрессивные. Черные? Да, были случаи, когда они кидались на людей. В принципе, белые кидаются, если вы знаете, на детей. Ну и что белые. они могут сделать? Ну, они могут очень сильно максимум пощипать. там, ну, да, пощипать, но при этом все равно... массаж такой. Они же раздувают крылья и начинают... Вот, когда Они огромные, да? Да, когда они такие довольно-таки... Но я так понял, что черные они могут обходиться без пары. Раз Ну, их нет, 3. как? Нет, наоборот, как раз вот когда они в период брачного созревания, они становятся почему очень агрессивны, потому что они очень ревностно относятся к своей паре, особенно самцы. И был случай, когда черный случайно попал через оград к белому, и вот они там прям очень сильно так поругались. Но все живы, слава богу. А чем вы их кормите? Кормим мы их пшено, овощи, фрукты, собственно, все тем, чем мы А дома. посетителям зоопарка вы разрешаете Конечно, кормить мало того, животных? мы сейчас открыли еще и контактный зоопарк, где можно зайти и прямо из рук покормить птенцов, козочек, кроликов, маленьких свинюшек калифорнийских.
А чем отличаются калифорнийские Они маленькие, свинюшки? декоративные такие, они не вырастают. В смысле, можно дома держать Ну вот ты свинюшку приди ко вместо, мне. вместо котенка? А помнишь, у Пэрис- какой у вас Пэрис живность Хилтон? дома? А у меня свинюшка такая маленькая, Я думаю, декоративная. тебе нужно Макпа, послушать Мурата ты и помнишь, пойти с ним в зоопарк. однажды Пэрис Хилтон появлялась? Да, у нее Вот- было... вот Нет, это и не есть как помню, раз, я не да? слежу за жизнью Калифорнийская. Пэрис Хилтон, она мне Калифорнийская, абсолютно да. неинтересна. Неинтересно. Макпа, но тебе должно быть интересно все-таки у нас в зоопарке. Вот я советую тебе, рекомендую прийти и погулять вместе со мной. Дорогие друзья, берегите природу и ходите в зоопарки. Доброго вам всем дня. А наша программа, друзья, на телеканале Хабар продолжается. Оставайтесь с нами. Благодаря государственной программе индустриализации в нашей стране функционирует завод по производству зерноуборочных комбайнов, кормозаготовительной техники, тракторных прицепов, бункеров перегрузчиков зерна и коммунальной техники. Партнерами предприятия являются ведущие компании Финляндии и Польши, которые оказывают всестороннюю поддержку в процессе выбора, монтажа и пусконакладочных работ технологического оборудования. Также они предоставили исключительные лицензии на сборку, производство и продажу сельскохозяйственной, транспортировочной и коммунальной техники в нашей стране. С выходом на полную мощность завод сможет покрыть четверть потребностей республики в комбайнах высокого класса. В планах предприятия к 2018 году довести использование казахстанских комплектующих для сборки техники до 60%. Доброе утро, друзья! Мы хотели бы вам напомнить, что сегодня у нас 4 сентября, пятница. И именно сегодня впервые в Астане самые популярные звезды Black Star Mafia, Натан, а также ребята из группы M-Band, ну и я соберемся вместе в республиканском велотреке Сарыарка, чтобы подарить вам свою любовь, зарядить положительной энергетикой и насладиться, конечно же, музыкой. Друзья, поспешите, ведь свободных мест может и не оказаться. И еще одна приятная новость для астанчан, но уже для самых маленьких. Осталось еще 2 дня для того, чтобы увидеть грандиозное представление московского цирка на Цветном бульваре «Карнавал животных». В столичном цирке московский цирк Юрия Никулина представляет новый грандиозный проект «Шоу эмоций и карнавал животных». Обязательно сходите, друзья, порадуйте своих детей и получите море положительных эмоций сами. Ну, о том, что еще интересного можно посмотреть в нашей стране, расскажет наша рубрика «Афиша». 5 сентября в Алматы Центральный парк культуры и отдыха представляет фестиваль книги «Китапфест». «6 сентября в Алматы в гастрольной сцене театра имени Лермонтова состоится спектакль «Труфальдино». Начало 18:00. В Караганде областной музей изобразительного искусства представляет выставку «Планета Содружества». «6 сентября в Алматы во Дворце Республики состоится детский мюзикл «Сказка. Приключения в мире снов» или «Спасаем принцессу». 7 сентября в Алматы гастрольная сцена театра имени Лермонтова представляет спектакль «Цыганский барон». «11 сентября в Алматы в Казахском государственном цирке состоится цирковое представление «Тепло вечной мерзлоты». — 19 сентября в Актауском областном музыкально-драматическом театре имени Жантурина пройдет концерт обладателей Гран-при и лауреатов первой степени всероссийских и международных конкурсов народного коллектива эстрадного танца «Жемчужинка». В Астане в Национальном музее Республики Казахстан проходит выставка «Атырау из глубины веков» из коллекции историко-краеведческого музея и Музея художественного и прикладного искусства имени Шымшпая Сариева Атырауской области, организованная в рамках проекта «Казахстан сквозь историю веков».
6-летний Гордей Колесов стал любимцем китайской публики после того, как вышел в финал национального телешоу талантов и невольно пристыдил взрослое жюри. Российский дошкольник произнес древнюю китайскую идиому, которую ведущие так и не смогли расшифровать без его помощи. К слову, Гордей выучил уже 555 идиом. А еще он свободно владеет 5 языками – китайским, французским, испанским, английским и, разумеется, русским. А также имеет второй разряд по шахматам, занимается каллиграфией и играет на гитаре. Отец мальчика – бизнесмен Евгений Колесов, который возглавляет крупную компанию и уже больше 15 лет работает в КНР, утверждает, что сын – это результат их внимания. По его словам, изначально четкого плана воспитания не было. Родители просто занимались Гордеем с первых дней его жизни. С рождения Гордей слышал 2 языка. Родители общались с ним на русском. Много читали вслух, а няня говорила только на китайском. И уже в 2 года Гордей начал писать иероглифы, рассказывать стихи на русском и китайском языках. Потом отец отметил для себя способность сына к усвоению языков и решил обучить его еще нескольким. Так у Гордея появились учителя сначала по испанскому, потом по французскому и английскому. Основной принцип обучения, которого придерживаются все преподаватели Гордея, это ненавязчивое обучение. Ведь материал, который дается с улыбкой и с позитивным настроением, усваивается гораздо лучше, чем тот, который прививается в жесткой манере. Например, преподаватель испанского языка просто гулял с 3-летним Гордеем по 2,5 часа в день и разговаривал с ним исключительно на испанском языке. И уже через полгода обычного общения Гордей стал выдавать целые фразы на языке Сервантеса. При этом отец не ставит перед собой цель сделать из Гордея ученого. Он просто хочет помочь сыну увидеть мир шире, узнать о нем больше и получить максимум возможностей для своего будущего роста. Ну, конечно же, наши балапанчики не владеют языком Сервантеса, но знают не меньше, чем русско-китайский мальчик-вундеркинд. Вы не верите? Ну, тогда смотрите. Поднять флаг! Обычный флаг или адски страшный? Самый адски страшный, чтобы они языки свои проглотили! Земля! Капиталы. Злые дяденьки, которые плавают на корабле. Пираты это они хотят сокровища. Это разборники. Ага, они хотят сокровища найти, там золото. Да. Клад! Сокровища это деньги и бриллианты. Копают везде копают, чтобы найти клад. Найти там крестик, там клад. Наверное, кто-то разозлил. Потому что акула его откусила руку. Может, они хотели присесть, а сели на ежика и разозлились. Они разговаривают так. Ха-ха. Ха-ха. У них черная одежда и шапки. Еще повязка есть. Еще у них один глаз открытый. Где борода? И вот это. Да, и еще крючок. У него и сломанная нога с палочкой. У них тут вот так вот сделано, чтобы вот так вот на голову надевать, и вот так у них был один глаз. Ага, я капитан пиратов. Живо деньги на бочку. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня 4 сентября, в эфире Жаңа күн. И у нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Космополитен Казахстан» Азиза Есмагамбетова. Азиза Есмагамбетова, главный редактор «Космополитен Казахстан», работала редактором моды в журнале Harper's Bazaar Казахстан в издательском доме Partners Media Group. Считает, что для достижения успеха в первую очередь необходимы стремление и вера в свои силы. Азиза, доброе утро. Доброе утро. Мы рады приветствовать вас у нас на программе «Жаңа күн». И такой вопрос. Как начинается утро главного редактора? На самом деле утро у нас начинается еще с ночи, так как мы активно ведем переписку с нашими американскими коллегами. И из-за разницы во времени у нас на самом деле такой график 24/7, поэтому для нас очень важно быть всегда на связи. Поэтому у нас нет такого разграничения утро или вечер. Ну, интересно, каково же это быть главным редактором?
На самом деле это очень волнительно, во-первых, потому что ты несешь ответственность за весь журнал, за всю наполняемость и отвечаешь за каждый материал собственной головой, можно сказать. И поэтому это большая ответственность. Но, с другой стороны, это и очень, можно сказать, весело. Это все-таки, мне кажется, творческий процесс, да? Да, конечно, обязательно, так как каждый номер продумывается до мелочей, ты утверждаешь каждый материал и должен согласовывать все моменты, чтобы все было хорошо. Ну вот вы, Азиза, глядя на вас, я не могу сказать, что вы такой главный редактор, который может прийти в редакцию и сказать: так, эта статья не пойдет сегодня, отменяем, пишите заново, да? Такое бывает? Мне просто, да, интересно. На самом деле нет, у нас такого не бывает, так как у нас на самом деле очень молодая и дружная команда, у нас собраны все профессионалы и энтузиасты своего дела, поэтому мы как-то приходим к выводу всегда коллективно и вместе принимаем решения. А как выбираются какие-то, я не знаю, вы проводите какие-то опросы среди населения, что интересно людям, о чем им интересно почитать, о чем посмотреть, я не знаю, о чем узнать новым? Как выбирается информация, которая, ну, то есть статьи, которые будут именно на самом деле сейчас, когда мы живем в век интернета и социальных сетей, это очень просто, потому что ты всегда находишься на связи со своим читателем и всегда получаешь от них какой-то фидбэк. Поэтому, мне кажется, сейчас это достаточно просто делать, и читатель нам всегда присылает свои письма, свои отзывы, и с помощью социальных сетей это очень легко. Но сейчас, наверное, уже письма от руки вряд ли пишут, да? Да, Наверное, конечно, да, в основном на почту формате, или на почту. вот все соцсети, и мы везде есть, и поэтому легче это все контролировать. Азиза, раз мы заговорили о журнале, о номере, что интересного будет в сентябрьском номере? Что будет интересного почитать нашим Будет казахстанским несколько читателям? интересных материалов, на мой взгляд. Мы сейчас переходим на такой более международный уровень, так как хотим, чтобы космос соответствовал своим международным коллегам, и пытаемся выйти за пределы Казахстана. Вот, допустим, мы сделали большой проект с молодыми успешными девушками, которые еще являются мамами. То есть это с девушками Казахстана? Не только. Вот. Особенность этого проекта в том, что в нем приняли девушки не только из Казахстана, но и из Москвы, из Грузии. И вот мы как-то смогли их всех объединить в один проект, и я считаю, что вот это один из показателей. Мне интересно, на самом деле, на кого больше ориентирован журнал «Космополитен», на какую аудиторию? Это девушки там от, условно, 16 лет до какого-то определенного возраста. Ну вот как это выглядит для вас? Ну, если ссылаться на брендбук, официальный брендбук «Космополитен», то читательница – это молодая успешная девушка от 18 до 35 лет. То есть журнал ориентирован, да, на молодых девушек, то есть те, которые уже преуспели, работают, независимые, которые интересуются всеми аспектами социальной жизни и всегда хотят быть в курсе всех событий. А проходят у вас фэшн-съемки за рубежом с участием наших казахстанских селебрити, можно сказать? Мы делаем съемки за рубежом, но немного по другому принципу. Вот, допустим, в сентябрьском номере мы сделали фэшн-съемку в Лондоне. То есть там мы специально для этой съемки привлекли лондонского фотографа, собрали команду, то есть сами все координировали, утверждали все выбранные вещи и модель. То есть, да, если, допустим, мы хотим сделать какую-то съемку с кем-то за рубежом, сейчас это легче организовать, так как у нас выработались достаточно крепкие связи с зарубежными фотографами и стилистами. Ну, отлично. На самом деле у нас сегодня в студии находится очень интересный гость. Мне, как девушке, интересно, конечно, задать свои девчачьи всякие вопросы, но об этом позже, а пока прервемся на рубрику. Во Франции одна из туристических компаний ищет сотрудников, которые будут работать с путешественниками. В их обязанности будут входить прыжки с парашютом, погружение с аквалангом, прогулки на яхте и другие подобные развлечения. О своих впечатлениях туристы должны будут писать в блогах, оценивая работу компаний, предоставляющих услуги. В Барнауле начал свою работу Музей истории и медицины Алтая. Его коллекция насчитывает более 20 тысяч экспонатов, в том числе старинные инструменты врачей, лекарства и различные редкие приборы, которые собирались более 40 лет. Первая экспозиция посвящена медицине периода Великой Отечественной войны. Она сформирована из подлинных предметов того времени. К слову, в мире существует немало музеев, посвященных медицине. Один из крупнейших расположен в Риге. Аналогичные музеи можно посетить в Берлине, Минске, Екатеринбурге и в Москве.
Хорватии набирает популярность новый вид экскурсии «Забеги с гидом». Опытные тренеры подготовили несколько маршрутов, подходящих для любителей бега с разным уровнем подготовки. Маршруты длиной от 4 до 6 километров рассчитаны на 45-60 минут бега и пролегают по городским улицам. А 80-километровые маршруты предлагают заглянуть также в парки. Зеленые зоны рассчитаны на 90 минут. В проекте есть утренние и вечерние забеги для новичков. Друзья, вы снова смотрите программу «Жаңа күн», и у нас сегодня в гостях главный редактор глянцевого журнала «Космополитен Казахстан» Азиза Есмагамбетова. Спасибо большое, Азиза, что пришли сегодня утром к нам. Я просто понимаю, я понимаю, что очень сложно вставать рано утром для того, чтобы прийти на студию. Вот. И я хочу спросить о том, насколько сейчас журнал вообще в принципе востребован читателями, потому что вы сами оговорились о том, что сейчас век интернета, развиты очень много соцсетей, где в принципе ту же самую информацию читатель может найти, не покупая, скажем так, не тратя лишние деньги на печатное издание. Это как-то сказалось? Это сказалось, но не так сильно, так как мы работаем в глянцевой индустрии, а это немного другие вещи. Мне кажется, что глянцевые издания всегда будут в ходу, так как это все-таки какой-то образ жизни, покупать журнал. Люди к этому привыкают, и они это делают уже по привычке. И если сравнивать, опять же, с интернетом, то все равно мы идем в интернет, чтобы прочитать какие-то краткосрочные, интересные, которые вот только появились, вот такие вот сиюминутные новости. А в журнале можно найти какие-то рассуждения, какие-то материалы с анализом, эссе. Азиза, на самом деле сейчас век интернета. Как мне известно, у вас была интернет-версия вашего журнала, но сейчас его нет. Почему? Сейчас наш сайт находится в процессе редизайна, то есть мы полностью меняем всю верстку и весь дизайн сайта, и в скором времени его заново перезапустим. Сайт на самом деле кардинально не будет отличаться, я имею в виду в плане контента, не будет отличаться от предыдущей версии, просто мы будем, конечно, перепечатывать какие-то интересные, на наш взгляд, материалы, переводить это все в онлайн, но также будем поддерживать какие-то эксклюзивные, уникальные новости и материалы, то есть, которые будут сделаны исключительно для сайта. Ну, у меня немного, наверное, такой более личный вопрос. Вот мне интересно, где нужно учиться для того, чтобы стать главным редактором модного глянца, это раз. И куда растет главный редактор? То есть это предел какой-то уже, профессионализма, либо же главный редактор может стать супер главным редактором или мега супер главным. Я просто не знаю, поэтому мне очень интересно узнать эту сторону. На самом деле образование не так важно, а важно умение и, мне кажется, иметь какой-то талант, скажем так, как бы это пафосно не звучало, но то есть уметь видеть правильную, уметь разглядеть новость, ухватиться за него и это все преподнести так, чтобы это было интересно читателю. Вот это, мне кажется, самое главное. И, конечно же, главный редактор должен обладать качеством менеджмента, то есть он должен быть лидером для своей команды и уметь вести команду в правильном направлении. Ну, то есть главный редактор, в принципе, имеет вариант расти по служебной лестнице. Да, конечно. Да? То есть даже если в плане творчества это может быть казаться пределом, но в плане менеджмента и дальнейшего роста, то есть какие-то интересные перспективы. Ну что ж, Азиза, спасибо вам огромное за интересную беседу. Что бы вы пожелали нашим зрителям, вашим читателям? Желаю всем доброго утра. Каждый день вдохновляйтесь, творите и всегда занимайтесь любимым делом. Спасибо. Спасибо вам большое, Азиза, что уделили нам свое время, посетили нашу студию. Приходите к нам еще, мы будем непременно вас звать. Ну а мне, как представителю одной из селебрити казахстанского шоу-бизнеса, хотелось бы в будущем видеть на обложке «Космополитен» и других глянцев, конечно же, наших красавиц. Вот. Мы с вами прощаемся. Будьте на позитиве. Хорошего вам дня. До новых встреч.